Ал қыздар, бүгін тек қана қыздар жобасына кім қонаққа келген білесіңдер ма? Кім білмейсіңдер ма? Жоқ. Ойланып көріңдерші. Кім Мереке айтшы. Білмейсіңдер ма? Қыздар ау, құрметті қонақтар, көрермендер, бүгінгі біздің тек қана қыздар жобасының басты қонағы. Өзі актриса, өзі әнші, режиссер, продюсер. Ең бастысы көп балалы ана, сұп-сұлу келіншек. Кім? Мөлдір Мұханова! Қош келдіңіз. Көтеріп жібердің. Жаным, мынау сізге. Балақайлар, бізге қонаққа кім келді? Білесіңдер ме дегенде не айтқым келеді? Ақшақар деп айтқым келеді. Өзімді бір ақшақар сезініп қалдым. Тура ақшақар сияқты. Қарашақар. Әппақ болып келдіңіз. Үстіңіз ғана қара, бірақ жүрегіңіз бен бетіңіз әппақ болып тұрды мойнымда. Рахмет. Күшті кім айтады Құдай ау бес баланы туған ана деп. Мөлдір Мұханова тағы да шапалақ ұрып қойыңыздар. Қош келдіңіз жаным. Балақайлар, көңіл күйімізді түсірмейміз. Мен осы жолы Аяз атасыз келдім. Аяз ата деген негізі вообще керек емес нәрсе екен ғой. Жоқ, бүйтейік онда. Биылдан Не үшін ол Аяз ата жоқ болып кетті, соны талқылайық отырып. Жарайды. Бүгінгі Аяз ата қайда кетті, соны бірден сұрайық. Ау, десең. Орманда отасып жүрген екен. Онда бүгінгі Аяз ата. қояр емессіз ғой. Аяз ата. Қояр Қош емес. келдіңіз жаным, мәкешім. Қош келдіңіз. Алтыным, сұп-сұлу. Мына гүлді қайттан өзің ал, сосын қыз туасын десең, я. Жоқ, ашын реквизит десең, ойнап айтам. Келесі қонаққана керек десең. өлтіріп тұр шығарса. Барлығын түсінемін мен ондай нәрсе. Және біздің осы бағдарламамыздың демеушісі қазақстандық отандық өнім Мерар. Номер 1 өнім. Мерар, әр үйде болатын өнім деп қойсай. Жаным, рекламаға амбассадор қылып осы кісіні алайықшы десең. Жақсы. Мерар, тағы не шығарсақ болады бұған? Мерар. Мерар дейді, Мереке Арсен деген сөз ғой. Білемін ғой. Жоқ, ары қарай сөз жалғап жүреді ғой. Мерар, ат деп ана балашағың атын бәрін қоса берсең. Болды, жарайды. Рекламасы жетеді десең. Мерар, бетіңе жақсаң бәрі саған қарар десең. Вау! Мен жаңағы онда қостым. Актриса, әнші, не? Ақын, пожалуйста. Суырып салма. Мерар, аш болсаң сен өзіңе ұқсамайсың. Мерар, не тормози десей. Екеуің жарысыңдар сай. Аш болсаң сен өзіңе ұқсамайсың. Өте жақсы. Міне. Мерар қанаттандырады. Ойбай, мен ауыстым. Амбассадорды кім қылам десең. Жаным, қош келдіңіз, мәкешім. Рахмет үлкен, қош келдік. Енді қазір білем. Bir қарасаң айда, бір қарасаң сайда жүресіз. Шарымды жел білет, қонарым сай білет болып Дәл жүрмін. солай болып жүрсіз ғой. Күні кеше ғана басқа қалаға бару керек болып тұрғам, Мереке хабарласады. Өзім қайда келгенімді Мәке хайп білмеймін. керек болып жатыр деп па? Хайп. Жоқ, бірден айтады, хайп емес. Енді бұл да бір Алланың берген бағы ғой негізі. Қазір кино түсірсең де, ән айтсаң да, кішкене бір қадам жасап алға ұмтылған уақытта елдің білмей отырғаннан гөрі біліп отырған жақсы. Ал халық білгеннен кейін ол жерде жақсы пікір жазатын бар, жаман жазатын бар. Оның бәріне біз дайын болғаннан кейін ғана осындай қадамға барамыз. Егер де бұл қадамға шыдамайтын болсақ, тыныш қанда үйіңде бес баланың қасында шайын қойып отыруың керек. Өте дұрыс, шапалақ қайда? Мерар деп қойсай. Сұрақ қойып жіберейінші. Қоя қойыңыз. Бұған дейін енді көп балалы ана деп жатырмыз ғой. Сол балаларды дүниеге алып келіп жатқан кезде сіз енді үйде шай құйып отырған келін рөлінде болдыңыз ғой. Қазір енді болмадыңыз бұл кезде де. Оны қазір анық қанығын айтып кетемін. Ал сол кездегі өмір мен қазіргі кездегі өміріңіздің айырмашылығы сол қарбаласта емес пе? Қазір бір уақытыңыз жоқ сияқты көрінеді да, яғни күнде бір түсірілім, кино шығарып жатсыз, ән жазып жатсыз деген сияқты. Қай өмір сізге жақынырақ жүрегіңізге? Бірден әдемі сұрақтан бастап жерде. Иә, дұрыс айтасың, енді дұрыс қой, білікті маман ғой енді. Неше жыл тәжірибесі бар журналист. Мерекенің ана өзінің энергиясы сай, деп жауап бердім да, Камилаға дұрыс айтасыз. Өте орынды сұрақ. Қазір Рауанға келіп, бүйтіп қамаңыз. Нема, деп қамаңыз. Өзінің табиғатына сай сөйлеймін. Арсен жағы йо-йо деп жауап беремін мен. Біздің Мөлдір ханым өзі жобамыздың сондай несі, келген қонақта біраз эмоциональный качеліға саламыз сөйтіп. Мен ден дұрыс сұрақ қоям, Ақерке қазір бір әдеби сұрақтар қоям. Мына кісі тисетіні бар, бірақ сізге білмеймін бүгін тисетін ойы жоқ ау деймін.
жаным қорықпа, жаңа эфир басталам дегенше бір орнына қойып алған ғой негізі. орнына қойған жоқ, Щеглиха деді маған. Түрше орнынан деп па? Құрбар сабағыңды оқы деді ма саған? Ал Мәке, онда бірінші сұраққа жауап берсеңіз. Атың кім сенің жаным? Рауана. Рауана. Мен қызымнан 20 нешедесің? Жасын жылға айтып алмаймын. 21-де. Қыздың жасы 45-те. Рауана келе салып күшті сұрақ қойды маған. Жалпы сіздерде адамдарға өзінің визажисті, өзінің стилисті, костюмері қасында еріп жүру керек дейді. Дұрыс, мен айтып қоямын, сен көзіңе мега звезда, J.Lo болып көрініп тұрсам, рахмет, қуанып тұрмын әрине. Сондайға әумин жетейік. Жастар ғой бұлар деген сөйлеген, жақсы тілеп тұр ғой. Енді бірақ енді соған сай сен маған гонорар төлесең деймін ғой жаңағы. Мен бұл жерге ол өзі сөзінен ұсталып қалды просто. Жаным сол. Бәрі нормально. Сөйтіп есепсіз осындай жаңа жобам ашылып жатыр еді. Бұрын соңды болмаған осындай қыздар тақырыбында жай қандай әңгімелесу болады деп мереке шақырғаннан кейін кез келген нәрсе өзі бірінші жоба болған кезде алғашқылардың болып кім қолдайды, сол өмір бойы сенің жүрегіңде қалады. Дұрыс айтасыз. Көп рахмет. Біз расымен де бағалаймыз. Сөйтіп мен өзім білмеймін, қайта келгенде әйтеуір келдім, әңгімелесеміз, жан-жақтан отырып, жаңбырша отырып сұрақ қойып керек емес, жай ғана позитив. Қыздар өзіміз ондай өмірде жеңіл адамдармыз ғой. Үлкен мәселені қозғап оны шешіп отыратындай. Бізге политика негізі керек емес. Өз өмірімізге байланысты. Дым уайымдамаңыз. Қазір мысалы Рауана уже думковать етіп кетті. Ішінен ол кәдімде не айтсам ұрыспайды екен бұл кісі деп тұр, ше. Мен ұрысқа қақсайын ба? Мәке, жаңа әдем сұрақты біз қайта-қайта бөліп тастап жатырмыз. Мен өте алдыңғы жобада таяқ жегенім бар, сен жағалас сөйлеп кете береді екенсің деп. Камилан, алдыңғы өмір күшті ма, қазіргі ма? Бұл жерде бір жақсы жер монтаждай береді ғой, сөйлей берейік. Bir жерден болса бірнәрсе шығып қалады. Дұрыс айтасыз. Заңдылық жоқ қой бұнда деп тағы ұрысып отырсаң, иә. Емде сендерге үйретем ба енді осының бәрін десе. Былай ғой, үлкен сұраныста жүрсең, осындай шабыс көбейеді екен. Жаңа айтып өткенімдей, бүкіл елдің талқылап жатқаны, барлығын қысқа ғана мерзімде танымал болып, және де елдің батасын алып, әндерің бірден танымал болып жатқанның барлығы бақ. Енді соған сай сұраныс та көбейеді, соған сай түсірілімге де шақыру көбейеді, соған сай заказдар да көбейеді екен де. Соған үлгеруің керек. Кейбір кезде бір үлгермей қалған хабар деген ай деп қаласың. Сондықтан да осы күнді өзім күттім десем де болады. Және де мен шаршадым, анда-мында жүгіріп ұшып, енді ондай не деп айтатын еді, жалобы деген қалай? Шағымдануға еш хақым жоқ. Сондықтан бәріне ризамын. Қазіргі өмірімде, бұрынғы өмірімде бәрі де ұнайды. Жүрегіңізге бірақ жақынырағы қайсысы? Қазіргі өмір. Қазіргі өмір, иә. Қарбалас тіршілік ұнайды өзіңізге. Үйде отырған демек ұнамайтын болып тұр ғой, иә? Мен үйде отырмағам. Мен мемлекеттік қызметкер, экономист, финансистпін, ұлттық банкте бас экономист болып кәдімгі шақырылып компьютер ұстап бюджетпен жұмыс істеген адаммын. Қазынашылық өнерде аз деген ол сағайын. Иә, қазынашылық департаментте бюджетті ашамыз жылдың басында, жылдың аяғында прям администрация президенті, парламент Республика Қазақстан, барлық министерство, білім министрлігі, қорғаныс министрлігі барлығына ақша бөліп отырамыз. Сондай жұмыс деген апаларың ой. Бәрі енді ондай жұмыстар көзге көрінбейтін болғаннан кейін мені ешкім ойламады ондай жұмыс қызмет етті деп. Бірақ мен кеше ғана осы әңгімелесіп отыр едім қыздармен. Мен студент кезінен бастап қалай жұмыс істеп бастадым, содан бері бір тыпырлап отырмаған екем. Бала босанып отырсам да мен сетевоймен айналысып отыратынмын. Және оның ең шыңына дейін жеткенше көлік алғанша жұмыс жасайтынмын. Байқағаным, кез келген істе пигіне шыққым келеді. Нәтиже міндетті түрде көрсетесіз. Ал енді нәтижесі қалып қойған жұмыстар бар, бірақ оны қайтадан қайталаймын. Осы сұрақты қоятынды білгендей, кеше мен жүрдім де үйде. Қонақ шақырсам да үйге, 10 адам шақырсаң, бір нәрсе көңілімнен шықпай қалса, мен тез арада келесі қонақ шақырамын. Себебі мен ана жерде суып қалған көңілім тез көтеруім керек. Мысалы, етің дұрыс піспей қалып. Қателік жасасаң, артынша сабақ алып. Тез жасаймын. Мысалы, қазір кинода кішкене қателік жасадым ба? Келесі кино түсірейін деп жатырмын деген сияқты. Егер де осы кино бірден атып кетіп, жақсы болып кеткенде мен өзгеріп кетуім мүмкін бе? Немесе Алла Тағала дұрыс айтасыз, кез келгенсің қайыр. Бәрінің реті бар. Синдром отличницы. Бар ма бойыңызда? Солай деп айтуға болады ғой. Лидер ғой. Просто мынандай нәрсе. Жаңа айтасыз ғой, енді мен бұрыннан осы өмірді армандадым деп.
армандадым деп те айтпаймын. Мен білмеймін оны армандадым бар ма. Өмірдің ағысымен кетіп бара жатырмын мен. Қорықтыңыз, бұл болмайтын сияқты болып көрінді ма бұл нәрсе сізге? Сен жаңа үндемей қалған моментіңде сен Аяз ата туралы сұрағың келді ма? өзіңіз ашып беріп отырсыз ғой бұл теманы. Мынандай сұрақ Тәуіп жаңағы кірпегенде тағы бір қосайын. Иә, 6-шы мамандығы тәуіп екен бұл кісі. Тәуіп қожун. Енді мен айтайын дегенім, жалпы сіз бұрында өнермен айналысқан жоқсыз, ән айтқан жоқсыз, би билеген жоқсыз, актриса болған жоқсыз. Жүрдіңіз әншілердің қасында, Аяз атаның қасында жүрдіңіз, бәрін жүрдіңіз. Аяз атаның қасында дорбасын тасып. Иә, барып кел шауып кел, майонез салып келіп болып жүрдіңіз десең. Жоқ, енді барыңызды салып жүрдіңіз ғой, көрдік қой, өзім куәмін. Енді сол кезінде ешқандай өнеріңізді көрсетпей, қазір бірден барлық жағынан көрінуге тырысып жатсыз ба? Жалпы бұны жақсы көресіз ба, әлде біреуге бір нәрсе дәлелдеу ма? Мен дәлелдеген нәрсені жек көремін. Мен кез келген жұмыс бастағанда жандарым сол екеуің ғой күшті отыр. Көздер бағырайды ма? Мен дәлел және жарысу деген нәрсені ұнатпаймын. Мен жарысатын болсам, о бастан өзіміздің қолымызда тұрған үлкен жобалар, жаңа әлем дүркіріп тұрған әзіл әлемі, өзіңдердің ойнаған КВН-дарың бар. Кез келген жерде өзімді кіргізіп жүремін десем, өзім қолымда тұрды ғой. Дұрыс айтасыз. Тұрды ғой. Мен жарыспадым, мен дәлелдемеймін де, дәлелдегім келмейді де. Бұның барлығы тек жан қалауы. Дұрыс. Жан қалауы болып жатыр. Құрметті көрермен, бұл көрерменнің сұрағы. Құдай жандарым, мен жақсы көремін. Иә, дәлелдеу емес. Бұл кісі бұрыннан өнерге жақын болған, бірақ мынандай нәрсе бар ғой, Алла тағала кез келген нәрсе уақытын береді. Уақытыңыз келді мәке. Шапалақ ұрып қойыңыздаршы. Шабыңыз мәке. Жоқ, расымен де осы 2025 сіз үшін өте сәтті жыл болды. Мөлдір жылы болып жатыр. Мөлдір ханым жылы болып жатыр. Биыл қандай жыл еді? Жылан жылы емес, биыл мөлдір жылы. Жылан жылы емес, мөлдір жылы. Неге өйтіп сөйлеп жатқанымызды сіз мүмкін түсінбеуіңіз мүмкін, бірақ біз шай в большом городе екіншіне түскіміз келеді да, просто ағыр. Құдай жандарым, түсесіңдер, осы айтқан сөздерің үшін екеуің ары қарай бара тұрыңдар. Енді мына жаққа бұрыламыз. Сендер шай в большом городе. Шай в большом жүрмеңдер, шайып жүрмеңдер. Шайып жүрмеңдер екеуің. Жоқ, жарайды, бопты, кешіріңдер. Бұлар кішкентай. Бұйырсын, келесі жоба осы жолы асықпай, әдемілеп, жақсылап сценарийін жазып, жақсы мықты білікті мамандармен жұмыс істеп, мынандай сұлу қыздар неге түсірмеске? Дұрыс айтасыз. Жастарға неге қолдау жасамасқа? Дұрыс айтасыз. Бұлар аттарын жасап тастаған тұр ғой оларға, ештеңе керек емес. Қоя қой, Ақерке сұрақ қоя бер, қорықпай қоя бер. Бұл кісі адам жемейді. Жоқ, энергетикасы өте керемет Мөлдір ханымның. Менде осы орайда керемет сұрақ туып тұр. Мөлдір ханым қазақ қыздарының тағы да мықты екенін, кәдімгідей барлығы қолдарынан келетінін дәлдеп тұр деп ойлаймын. Мөлдір ханым, сізде осымен қоса киноға сіз өнер әлеміне енді келіп тұрған жоқсыз ғой. Жалпы сізде деген продюсерлік орталығыңыз бар. Сол жерде өте көптеген жұлдыздардың балалары да жұмыс жасайды екен, иә? Сіз оларға как поддержка ретінде ма, сол жағынан кішігірім айтып жерсеңіз, ол да көрермендер жағынан кішкене. Иә, Қайрат Нұртастың қызы сізде 5 жыл соны бір сөз айту үшін 1000 сұрақ қойдым осы. Сөйтіп әкелетіні бар енді ол кісінің. Сөздік қоры, шүкір. Ана журналистердің сұхбаттарын көп қарап қойғансың ғой деймін, иә. Өзіңіздің де қыздарыңыз сол жерде береді. Дұрыс айтасың. Қыздар басқа жақта десе. Маған хабарласқан уақытта жаңа айтып отырмын ғой, қолымнан келгенше мен де кейде бір ірі үлкен лауазымды кісілерге хабарласып, ол сұрағым жауапсыз қалса, мен көңіл күйім түсіп қалады. Біз біреуден төмен, біреуден жоғарымыз ғой өмірде. Мүмкін мен бір уақытта біреу маған жасаған өтінішін орындамай қалған болармын. Сол үшін маған мынау ответ болып келіп жатқан шығар, жауап болып деп ойлаймын да. Маған жұмыс сұрап келіп жатқан адамға туысым болсын, танысым болсын, таныс болмасын, қолымнан келсе көмектесемін. Иә, алау хабарласты, Мөлдір тәте, сізге жұмысқа тұрайын деп едім деп. Тұра ғой дедім, тұра ғой, келе ғой дедім. Жұмыс сұрап тұрған баланы айтсаңызшы сіз. Өз сұрап, еңбектен таза, адалынан табам деп тұрған жүрегінен айналмайсың ба? Әкет барқан миллиондар да жоқ ол жерде негізі. Процентпен бөлісіп жұмыс жасай, тапқаныңды аласың, болды. Жұртпен бірге. Жастарды қолдайды бұл кісі. Өзім қыздарым жұмыс жасап отыр. Әкем тауып отыр екен, шешем тауып отыр отырған жоқ. Әркім өзінің ақшасын тауып отыр. Шүкір. Мен сіздің осы Инстаграмда, иә, дұрыс айтасың. Туған қайнаған баласы қызы жұмыс істеп жүр. Бывший қайнағамның қызы. Айбата істеп жүр, ол жұмысымен, туысымен. Сіздің бала шағаңыз өте шүкір тәрбиелі, көрегенді, өте. Енді білім жақтар қандай екен білмеймін, бірақ кішкентай болса да көпті көрген сондай
текті шүкір. Мен де сол жағынан бір комплимент айтып кетейікші, иә. Расымен де енді көп жаңағы жұлдыздардың балаларын көріп жатамыз әлеуметтік желіде, өмірде көріп жатамыз деген сияқты. Мысалы қазір Мөлдір ханым айтып жатыр ғой, экс-жұбайы енді жаңағы гастрольдан гастроль кезінде, иә, өзі жаңағы үлкен мекемелерде жұмыс жасаған екен. Және былай қарап тұрсаң, егер логикалық түрде балалар бір қараусыз қалып кеткен сияқты болып түсіну мүмкін да, бірақ балаларына қарасаң кәдімгідей сүйсінесің, иә. Ақыл деген толып тұр. Өте тәрбиелі екен, экранның бер жағынан кәдімгідей сезіледі, Мөлдір ханым. Ол жағынан жаңа эфир сыртында да айтып жатырмын ғой, машалла, балаларыңыз сондай тәрбиелі деп. Сіз мына өмірдегі ең үлкен жаңағы жетістігіңіз сол балапандарыңыз болып тұр ғой былай. Иә, ол бірінші құндылық қой, отбасы деген. Әйел адам үшін әсіресе балалардың тәрбиесіне үлкен мән берген адамын. Осы уақытқа дейін үйге отырғаныңыздың үлкен плюсы осы. Міне қайыр осы отыр. Иә. Кем дегенде 4-5 үйірмеге жазып тастаймын, таңертең ерте тұрам, өзім водитель, өзім жаңағы жүргізуші деп қазақша айтайыншы, емізулі баламды оятып алып, машинаға, креслоға жатқызып қойып, үлкен мектеп тасимын, одан екіншісін садикке апарасың, үшіншісін өзіңмен бірге тасып жүресің. Соның уақыт өтті қой. Қонаққа барған кезде бір нәрсеге риза болғам, өзі жасап жүр барлығын. Енді ондай жағдайда ол кезде дүркіреп тұрсыздар ғой, енді қазір де шүкір ғой, жағдайыңыз. Мен айтайын, бұрыннан шүкірсіздер ғой, үйіне Хайвылда тұрады бұл кісілер, үйіне барған кезімде өзі жасап жүрді. Етті де өзі асып жатыр, жаңағыда лимонадтарда тәттіні де өзі жасап жатыр. Даже мен сол кезде таңғалған ғой, мынандай жағдаймен көмекшілер, служанка болсын, жаңағыда нелер алып алса ше, жетеді шүкір да. Бірақ барлығын өзі жасап, бәрі істеп, соның бұл жерде былай ғой Мереке, дайынға топ ете қалу деген бар жағдайда өмірде. Бүйтіп жүріп, сызылып жүріп, тың деп, мынаның жағдайы жақсы, осыған күйге шығып алайын, бұл менің жағдайым жасайды деген арам оймен шығатындар бар өмірде. Ол қандай, может, ол үйленбеген жігітті күтіп жүру мүмкін емес, үйленген біреудің байын тартып алса, ол да мүмкін. Бар ғой өмірде, бар нәрселер ғой. Ол жерде махаббат бар ма, жоқ па, оны білмейміз. Таза өзінің жағдайын жасау үшін. Мен үйде пол жумаймын, тамақ істемеймін, мен жаңағы үй қызметшісін алып алам, болды дейтіндер мысалы бар ғой өмірде. Ал біз бұл жерде не үшін мен әр нәрсені өзім бағаладым, әр нәрсені өзім жасадым, қонақ күткенде біріншіден қонаққа деген құрметім, өзім қолымнан пісірген тағамды ұсынғым келеді. Екіншіден, ол жағдайдың қалай жасалғаны о бастан көз алдында болғаннан кейін байыңа бір қараш. Иә. Бағалағаннан кейін әрбір заттың үйге қалай келгенін, әрбір табысымыздың қалай қандай маңдай термен табылғаннан кейін, көргеннен кейін, қалай жиналған көргеннен кейін, оны ебедейсіз шашқын келмейді екен. Сондай сәтте жүрдім да, осындай жағдайға жеттік қой. О бастан сен міндеттісің, сен үй қызметшісін алуың керексің, сен балаға қарайтын адам алуың керек, сен водитель алуың керек деп о бастан құтырсам, біз бұл жағдайға жетпес едік. Сол 2 бөлмелі, 3 бөлмелі пәтерде тұра беретін ек деген ой. Дұрыс айтасыз, әрбір мықты ер азаматтың артында бір мықты әйел адам отырады деп айтып жатады ғой. Енді бір сәл ыңғайсыздау сұрақ қояйыншы. Осы дүниелер басыңыздан өткеннен кейін осыған өкінбедіңіз ба? Яғни мен әдетте әйелдердің айтатыны ғой енді, мен сен үшін үйде отырдым, бар жағдайыңды істедім, атыңды шығардым, ақшаңды үнемдедім, оңды солды шашқан жоқпын деп басқаша істеу керек едім деген бір сәт болсын, сондай бір өкініш ұялады ма? Оны өкініш деп айтамын ба, айтпаймын ба, басқа болу керек нәрсенің бәрі болды. Өкінбе болды. Өткен жағдай өтті, осы шақ болып жатыр, болашақ болып жатса. Ал енді біреуге біріңе дәлелдеп, немесе Аяз атаға барып, бұрынғы бывший күйеуіңе барып, сен бүйттің, сен сөйттің деп айтып керек емес, себебі ол барын өз көзімен көрді ғой. Мен көрген нәрсемді ол да көрді ғой. Дұрыс айтасыз, ол өзі түсінбесе мен не істеймін дейсіз ғой, бар. Әрине. Жаңа енді синдром отличника деп айтып жатырмын ғой. Сіз бойыңызда бар, көріп тұрмын. Яғни барлығы идеально болу керек та сіздерде. Балаларыңыз әдемі киінулі, тамақтары тоқ, мынандай жаңағы нелеріне, үйірмелеріне барып, үй таптаза, ет асулы, барлығы жаңағы контрольда ұстап жүресіз да. Бірақ ол синдром отличникамен өмір сүру өте қиын, және бір
кішкентай қателік болса соның өзін сіз сияқты адамдарға, мен өзім де бармын оның арасында, оны жаңағы проживать ету өте қиын да, қалайша мен қиындық істеп жаңағы қателік істеп қойдым деген сияқты. Ал енді ажырасу деген ол өте оңай емес дүниелердің бірі. Осыны қалай басыңыздан өткердіңіз, яғни синдром отличника болып келе жатып барлығын идеалын жасап бір крупный ошибкаға кеттің дейсің ғой. Әркімге әртүрлі тағдыр беріледі, оның барын қабылдай білу керек болды. Мен кез келген нәрсе сынақ ретінде келген уақытта салыстырмалы түрде қараймын да, менен де ауыррақ сынақ көріп жатқан адамдар бар ғой бұл өмірде. Сонымен салыстыраспай өзің. Салыстырмалы түрде қарап, өзім шүкіршілігіме келем, тәубеме келем. Ол күшті жауап, әдемі жауап. Бірақ сіз қазіргі мөлдір. Мен депрессиядамын әлі. Мойындаймын. Мысалға осы әңгіме басталып бара жатқан кезде сіз қандай сезімдерді өзіңізден өткердіңіз? Өйткені бұл бізді көріп жатқан қыздарға азық болады да, яғни сіздің жағдайыңызда жүрген қаншама қазақ қызы бар, дұрыс емес пе, Мереке? Бұл жерде өткенде сұхбат берген себебім де осы болып еді. Мен қанша жыл жасырып келдім, дегенмен де біріншіден өзімнің ішіндегі қарадақты шығарғым келді деп айттым ғой, сол интервьюді қарасаңыздар егер де сұхбатты. Сол бір түн өте бір ауыр, қара бұлт түнереген түн болды. Білген түніңіз? Сол сұхбат шыққан түн. Түнгі сағат техникалық ақауларға байланысты түнгі сағат 11-де ме 11 жарымда шықты. Негізі 9-да шығарамыз деп ойлаған. 9-дан бастап халықта күтті өзі. Жанар Байсеміз өзінің парақшасына шығарып қояды. Қашан шығады комментарий болып күткен, күтіп отырмыз. Ана техника жібермеген YouTube түнгі сағат 11 жарымда ма 12-де ме ашылған. Соның өзінде үлкен просмотр болды. Ол Қазақстан бойынша қазақ сұхбаттарының ішінде бірінші орын алға шығып кетті. Ондай рейтинг ешкім күтпеген и болмаған. Сұхбаттардың рейтинг жинау өте қиын негізі. Сөйтіп, сол жерде не айтқым келді? Сол жерде тура 3 сағат 10 минут сұхбат бердім ба, 3 сағат 10 минут шығарған ғой, монтажсыз, қосып алусыз. Сол жерде барлығы шынайы түрде мен ашылдым. Мен сұхбаттан былай анау ауыр тастадым да, шығып Астанаға ұшып кеттім ғой. Алматыға қалдырып кеттім. Бәсе не ауырлап жатырық дейміз. Тау ғой, тас қана. Маған көмектесті да, әдемі табиғат маған қолдады. Мен Алматыны сол үшін жақсы көріп кеттім. Алматыға көшіп келсеңізші. Алматыға келсем мен шығармашылықта өсем. Сонда Мөлдір ханым, енді до этого сіз тура солай у психолога отырған жоқсыз? Бармадым, әлі жүрмін. Жалпы онда өте мықты екен. Психологқа бармай сондай ауыр нәрсені көтеру, оны проживать етіп еще жіберіп тастау өте мықты. Енді сол сәтте айтайын деген, жаңа Камиланың сұрағына соңынан жауап берейін. Сол сұхбатқа барған себебімде бұл тек қана менің басында өтіп жатқан мәселе емес. Қазір әркім өздерің ойлап отырсыздар, менің басымда осындай жағдай болды ғой деп. Бірақ іште сақтап қалып жатсыздар. Мәке, сіз мендегі көкемдегі ең үлкен сұрақ. Не үшін 14 жыл сіз шыдадыңыз, не үшін жасырдыңыз? Енді бар ғой, жаңа айтып жатсыз, қыздардың басынан өтіп жатыр деп та. Олар да сіз сияқты шыдау керек па? Или мен ешкім үшін ештеңе жауап бере алмаймын. Мен өз басым үшін жауап берем. Қалай дұрыс дегенім ғой. Сен де бір сөзінде байқап қалған болатын, Мереке. Ажыраспа деп айтатындар да мен едім дедің ғой? Мен де сол ажырас қосылдық. Біз ше, сіздер енді болды ғой, енді плотно до конца ажырасып кеттіңіздер. Біз кәдімде айына обязательно 2 рет ажырасып қосылатынбыз. Енді осы 1-2 ай тыныш болдық, шүкір десең, болмаса екен ондай нәрсе. Өте қиын, әшейін сол 2-3 күн сөйлеспей, 2-3 күн неғылғанның өзінде әйел адамға өмір қызық емес болып кетеді. Қызық емес болып кетеді. Шынымен болашағы қызық емес болып кетеді екен. Ол мен бұрында ойлайтын ғой, сенсізден неғыламыз деп қатындар ше, шығамыз ғой кейде ше. Ажырасу дұрыс емес, мен ана әнім бар ғой, жалғыздығын айт деп жүргендердің бәрі де өтірік. Дым жалғыздыққа қызықпаңыздар, ажырасуға бармаңыздар, дұрыс емес. Мен қазір дұрыс шешім қабылдағам деп отқан жоқпын. Сондай шешім қабылдау керек болды. Мәжбүр болдым, болды. Шоу жасап жылап керек емес десең. Мен жылап болғам. Сондықтан да бүгін жаңа Мереке, мен жылап мен айтайын дегенім. Просто мен сізді қайдам естіген кезде мен шок болғам ше. Мен вообще өсекке неге
еркектердің арасында жүргенке қатты араласпайды екенмін, шынымен да, білмейді да екенмін да. Кейіннен не алып жатыр ғой. Маған ауыр болды, ё-моё. Бәріне ауыр болды. Потому что ол идеальный, мен үшін кәдімгідей идеальный семья болатын. Енді осы жерде бір сұрақ не қойып жіберейінші. Жалпы мен Тұрсынбек ағаны да жақсы көремін. Иә. Өте мықты кісі. Жақсы көріңдер, дұрыс қой. Талантты, жақсы көре беруге бола ма? Соны сұрайын деп Сен вообще сен бір адамды қонаққа шақыратын кезде кішкене зерттеу керек қой адам деген. жау болып кетпейміз ба? Кім қайда қарап отыр? Жоқ. Мен Осыған дейін зерттедім. Мәке, сіз оны ешқашан жамандамағансыз. Ешқашанда онымен араласқан адам менің черный списогымда демегенсіз. Наоборот, оны ажырасып кетсеңіз де көкке көтеріп, ажырасып кетсеңіз де өмір мақтап отырасыз да. Мен сол нәрсе мына жеріме батып жылап жатқаным қазір маған ауыр тиіп жатыр да. Сіз ешқашан оны түсірмегенсіз ғой қазірде. Әлде түсірмеймін. Для прикола айтып жатырмын мен. Жалпы ол кісіні жақсы көруге бола ма? Ол кісі де өз кезегінде мықты, жаңа айттыңыз ғой өзіңізде. Мүмкін ол жақсы жар болмаған шығар. Бірақ жақсы адам, өнерлі жан, жақсы халықтың адамы, иә. Халықтың адамы. Өткен жолы бір сұхбатта да басқа сұхбатта айтып кеткен болатын. Сіздер менің әңгімемнен кейін қандай да бір жағдай, ол кезде әлі ашылмаған кезім, естіп қалып жатсаңыздар, қасымызда жүргендер бар, сыртта жүргендер бар, бәрі біліп жүрді ол жағдайды. Жалпы мен ғана тек семья сақтап қалу үшін ғана жаңа сұрағыңа жауап берейін. 14 жыл шыдаған адаммын. Жаңа Мерекенің өзі де бір айтады ғой, ажыраспа деп айғайлайтындардың біріменен мен де сол өзім құрбыларыма ажыраспа. Сен ажырасқаннан кейін басқа бір азаматқа шығасың, ол кісіде де басқа мінез бар. Ол жақта да басқа проблемалар шығады. Сондықтан бар дүниеңді бағалап, барынша ұстап қал деп жүрген адам, сол ортада бірінші мен ажырасқан менмін. Енді жаңа неден қашасың сол болады. Мүмкін сұхбатта барлығымыз жыладық деп отыр ғой. Себебі бұл қазақ әйелдерінің басында болып жатқан жағдай. Жарайды, 100% демей қойық, 60%, 70% точно. Енді оны бұл мәселені біз сұхбатты шығарғаннан ештеңе өзгерте қоймаспыз. Бірақ та мен тек қана өзімнің басына өткен жағдайды айттым, бөлістім. Себебі бүкіл қоғам осы біздің отбасындағы жағдайды талқылап кетті. Мен мың рет үтір қойылғанша бір рет кеп нүктесін қояйыншы, болды. Қойдым, айттым, өзім босадым, рахаттандым. Кез келген ортаға, тойға, томалаққа, концертке не барғанда, иә, менің басымнан осындай жағдай өтті. Ең бастысы аманбыз, денсаулығымыз шүкір, 12 мүшеміз түгел, бала-шаға аман, өмір сүреміз. Дальше будем жить и все. Дұрыс айтасыз, жаңа айтып жатқан неден қашасың сол болады дегенді сахнаның сыртында бір талқылап алғанымыз бар еді ғой ше. Жаңа айттыңыз ғой сіз КВНщиктерді жақтырмаймын дегенсіз. Осыны айтыңызшы. Жоқ, КВНщиктер жақтырмаймын деген жоқпын. Осы бір жерді қойып қоймаңдар. Сіз жақында ғана КВНге шыққан жоқсыз ба финалға? Осыны әдейі мен айтамын. Түсінбей жатыр, айналайын. Әңгіме ода емес. Айтыңыз. Жаңа неден қашасың, сол болады деген нәрсе. Айтсаңшы, менде де мысал бар просто ше. Бұрында КВНді жақтырмайтынсыз өзіңіз. Былай емес, КВНді жақтырмаған емес. Мен үйде мектеп оқушы болып жүрген кезде ауылда біздің үйде 3 телевизор болды. Үшеуінде де КВН көрсетеді. 4 бөлмелі, енді ауылға 6 бөлме дейді ғой, ауылдық үйлер білесіздер ғой. Залда, шай ішетін жақта, балалар бөлмесінде. Мен жақсы отбасынан шыққан адам. Бізде ё-моё. Қолда түк жоқ жігітке шыққам ғой. Сол үшін нөлден бастау керек болды. Сөз шыны керек, нөлден бастадық. Ол жерде тек махаббат болды, басқадан болған жоқ. 3 бөлмеде 3 телевизор дейтін паталау ғой. Бізде черно-белый, жөнепей дейтін болды. Біздің ауылда ең бірінші түрлі түсті телевизор біздің үйде болды. Анау гарнитур, қымбат кілем, мынандай светлый диван деген қазір ғана шығып жатыр ма? Ол кезде біздің үйде болған. Мен главный бас экономисттің қызымын. Мен ата-анаңыз қалай рұқсат берді енді онда нешеге ашуға? Мен анам өмірден ерте өтіп кеткен, 13 жасында. Әкем 24 жасында кетті. Енді рұқсат еткен етпеген емес, біздің семьяда, әулетімізде біздің жағдайымыз жақсы, сен де осындайға шығуың керексің деген заң қойып қоймаған. Енді өмір бойы күшті болды деп айтпаймын, мен бала кезім баршылықпен өстім. Кейін анам өмірден өтіп кеткеннен кейін 96-98 жылдары құлдырау бәрі басталды. Ақырын басқа облысқа көштік, сондай уже басталды бізде кішкене құлдырау деген нәрсе. Жаңа айтқым келген нәрсе, бала кезіндегі байлық десең, 3 телевизор, бір жақта футбол қосылып тұрады, екінші жақта КВН қосылып тұрады, үшінші жақта мультфильм. Үйдің іші сондай шумда, мен үйдің ішін тап-таза, күндіз күн шақырып тұрса, штор жауып қоям,
тып-тыныш сондай нәрсені жақсы көремін. Осы күнде де сондай жақсы көремін. Тыныштық, әдемі. Сөйлескенде де осындай баппен жүргенді жақсы көремін. Негізі олай деп ойламайсыздар иә мен иә бірақ мен басқаша жүресіз ғой ойладым. бүйтіп шулатып Жоқ. ау Иә. қай әнімді айтайын деп ше ол үлкен ортадағы иә сондай жоқ бізге әр кезде әртүрліміз. КВН сіздің миыңызды ашып жіберді бұрында телевизорда Сол кезде КВН жақсы көрмейтінмін, сөйтсем соңында КВНщикқа келіп шыққанмын ғой. әне осы ғой мен шығарамай жатқаным десең иә Сол күлем ғой. Екі нәрсені жақсы көрмейтінмін, КВН деген ғой КВН. ең КВН және Аяз ата. Жоқ, футбол. Жарайды. футбол Сол күлем ғой, келесі күйеуім футболист болып кетпесе жақсы болар еді. болсын Криштиана келсе Болсын иә, жақсы ғой иә. Криштиана Джорджина Футболистім қайда жүрсін? Болсын. маған тұрмысқа шықшы десе Болсын, сіз сонда екінші рет тұрмысқа шығуға дайынсыз. Неге шықпаймын? Шығыңыз. Енді өзің біліп тұрсың ғой, ешін сұрақ қойып отырсың десің. Жоқ, футболист. енді осы мәселеде анау қасыңызда кішкентай баламен емес шығар иә ол Футболист дедім мен саған. футболистке бұйырса ал енді сол жаңа сұрағыңыз ары қарай жаныңыздағы бала кім Негізі- үшін ол Негізі осы бірге эфирде ән айтып жүріп бұл жерде бір қосылып кеткенде Дұрыс, болып бар дұрыс, ғой сол содан кейін жаңағы ғой ойланып жатқанымызды. бұл жерде қыздардың әңгімесі ғой, негізі әзілдеп әртүрлі нәрселер жүріп жатыр. Осы моментті қайтсамаш Арсен. Бұл жерде қыздар бас қосылған уақытта әртүрлі Өсекте бәрі тақырыпты кетеді. қозғай береміз, әзілдейміз, кейде ауыр сөйлеп бірімізді ренжітіп қалуымыз мүмкін. Одан кейін жаным кей жерде басын сипай салуымыз мүмкін деген сияқты ғой. Сондықтан барлық нәрсені шынайы қабылдай бермеңіздер. Бұл тек қыздардың әңгімесі. көбісі әзіл әңгімелер қыздар неге жақын өсекке екінші неге жақын иә мөлдір ханым менде сұрақ бар. Енді бір позитивный сұрақта тырнақшаның ішінде әншімін деп жүрген әншілердің алдын орап кеттіңіз ғой сіз кәдімгідей хит әндеріңізбен. Орын алсамыз ба болмаса? сұрақты өлтіріп қояды Сол енді Ұйықтамай дайындалып келген ғой кәдімгі. сұрағым сол әншілікке қалай бет бұрып кеттіңіз, сол қызық болып тұр маған. Еще әндеріңіз жарып кетті кәдімгідей ше. Шығарып кеттім ма кәдімгідей? рауана ашылайын деді Рауана екеуміз бірімізге менің ұнап ғана отырмыз. басыма бұрқырата бересіңдер ма деді ғой Дайындалу керек еді осылай. Рауана сияқты дайындалып келіңдер келесі жолы. Жалпы сіздің бірінші сұрағыңызға жауап беретін болсам. Иә, бірінші обязательно еще мақал-мәтел айтып аласыз. Мақал-мәтел обязательно. Отан отандастық жүзінде түзетеген екен деп басыз ғой. Арсен негізі төртінші ведущий мен шақырмадың мұнда. Болады негізі, ағыр кеш отам. ақерке мен сен ойға жарым Немене сен вообще сөйлемейсің немене на просмотрлар мен арқамда айналайын. кім рауананың орнына келесте мәкең отырсын давай Рауан қайтеміз бұны. Рауана өтпейтін вайындарын айтып жүре берсін. Мөлдір ханым сіздің өлеңіңіз келесі кезекте бұл кісі айтады. Бұл кісі Рауананың өтпейтін вайындарын не дедің? Қайтейін дейді. Өтпейтін Қайталанбайды. Жоқ, келесі кезек Мөлдір ханым сізге. Мөлдір ханым әдемі жауап беріп жіберсеңіз. Потом шеше береміз. Біз бар ғой, Рауан, атын кім сен? ақерке Ақеркеге қараймын да. Жараспайды өзіне бірақ. Ақеркеге қараймын да, баяғыда черно-белый телевизордағы. балалық шаққа түсіп кетіп 20 жыл, 25 жыл Жаңағы бұрынғы. залда тұратын телевизорыңыз осы. Ән шашу деген бағдарлама. Сонда бүйтіп бір-біріне қарап қойып отырады ғой. тура сөйтіп отырмайшы бүйтіп қояды мөлдір ханым сізге ондай адам керек міндетті түрде Ол үшін алды ғой мені. Жоқ, еще отырады қасына искусственный гүл қойып қояды ғой. Сол искусственный гүл мен ғой. Вот искусственница десең. Гүл болып отырсың шынымен де, табиғи. Сондай кәдім саған қарап солай сөйлегім келеді. Жалпы бүйтсе енді ақерке жалпы сұрағыма жауап бересіз бе бермейсіз ба дейсіз істедіңіз мені талқылап болсаңыз сұрағыма жауап берсеңіз десе 1954 жылдары жауап берейін ба? Орап өттің дейсің ба? Иә, алдын орап кеттім. Жаным сол. Былай ғой, бақ деген нәрсе бар. Бақ екен. Мен осы уақытқа дейін ол мақалға қатты мән бермеген адаммын. Таудай талап бергенше бармақтай бақ бер деген екен. Менде әкет бар жатқан үлкен биік диапазонды бір әншілікте жоқ. Барды бар, жоқты жоқ. жоқ дұрыс айтасыз Қараны қара деу керек. Жүр ғой мен бәріміз ән айтып дұрыс түсе алмай. айтасыз жоқ Барлығы бақ. Өнерге әркімнің ақ бар таласы деп солай. айтқандай, әлем үлкен. Сен немен айналыссаң да
саған мынау беріп тастаған жоғарыдан. Біз барлығымыз бірдей болып жаратылған, екі қол, екі аяқ, бір бас, екі көз, бір мұрын деген сияқты жаратылдық. Бізге айырмашылығымыз бағымызда ғана. Мен ән айтып жүрмін, сен неге ән айтуың керексің деп айтуға ешкім хақысы жоқ. Дұрыс айтасыз. Бұл кеңшілік, бәріміз бірдей болып жаратылдық, ешкім ешкімнен артық, ешкім ешкімнен кем емес. Тек қана біреуге өнер көбірек берілуі мүмкін, білім көбірек, немесе спорттық қабілет, немесе тағы да басқа. Біреуге сұлулық артық беріледі, біреуге бой беріледі, әртүрлі. Сізде неге бәрі бар? Соны айтамын. Яғы бәрін берген Құдай сізге. Жаным, енді осы жолмен айтамын. Алла тағалам, сансыз шүкір, маған осы мақалдың түбінің мәнін, мағынасын дұрыс жағынан түсіндіргенге, құдіреттілігін түсіндіргенге бармақтай бақ дегенді маған үйіп бере салдың ғой. Шүкір Аллаға, бұның барлығы бақ. Қалай сен ән шығарасың, 3 күннен кейін ол хит болып кетеді. Ол деген кез келген әншінің арманы ғой. 30-40 ән шығарып, қанша ақша салып, анау радиоға, мына телеарнаға, анау жобаға жағылып, мен осындайға бұл сіздің алғашқы әніңіз бе? деп жүргендер көп. Барлығын жол болып кетсінші деп тілеймін. Өйткені оның барлығы еңбек, ол баласының аузынан жүріп, ана өнерге салып жатыр ақшасын. Осы жерде айтайын дегенім, аузы қисық болса да байдың баласы сөйлесін деп біз ән айтып жатсақ, жазатындар көп та. Сол сөздің не керегі бар? Бай емеспіз, ё-моё. Керісінше байлығымызды осы өнерге салып жатырмыз. Осы жолы мереке. Бір нәрсе айтқым келеді. Айтыңыз. Біз кино түсірсек те, ән жазсақ та, мінекей өздері тауып осы камера толып тұр, артта қанша адам отыр. Біз мемлекеттің ақшасын тиісіп жатқан жоқпыз. Тендерге қатысып жатқан жоқпыз. Налог төлеп жатырмыз. Налог төлеп жатырмыз. Ақшаны сыртқа шығарып жатқан жоқпыз. Өзіміздің тапқан маңдайтер, той томалақтан тапқан ақшамызды әкеліп, мына жаққа салып жатырмыз. Үйтіп бала-шаға көрмей. Әйтеуір өсейінші, дамайыншы, әйтеуір бір табыс табайын, бала-шағамның болашағына бірдеңе салып қояйын, жақсы мектепте оқыттырайын, тағы деген сияқты барлығы ал кеп отырып дұрыс қой. Енді халықтың алдына шыққаннан кейін халықта әртүрлі ақшасы көбейіп, не істерін білмей кетті бұлар. Айта берсін, бірақ дегенмен де біз ешкімге кедергі тигізіп жатқан жоқпыз. Егер де біздің әнімізді тыңдағысы келмесе, тыңдамасын, көргісі келмесе, көрмесін деген ой. Дұрыс айтасыз, көрермен болғаннан кейін әртүрлі жазады ғой енді, ол хитке де шыдаймыз, көнеміз деген сияқты. Кейде мынау да дұрыс. Егер де шынымен де ол кісілер салған салығының ақшасына біз жармасып, мемлекеттен бәленбай миллиард ақша алып, сондай жоба жасап жатсақ, ол кезде толық құқығымыз бар. Айтсын, ол кезде. Енді ол көрермендердің пікірі. Ал мысалға енді әншілердің арасында жүрсіз ғой, бір жақтырмай қалған, сын пікірін білдіріп жатқан адамдар бар ма? Мен жалпы бар ғой. Біреу бір нәрсе деп айтты деп естіп қалып жатқан жағдайдың өзінде жарайды деймін. Болды ма? Мен адамдар жақсы көремін ғой. Мен сені де жақсы көремін, сені де жақсы көремін. Бәрін жақсы көре беремін. Біреуден басқа деп қойса. Жаным, барлығын айтып жатса, ол кейін өзінің айтқан сөзіне қателесіп қалған, сол моментте сондай эмоциямен сөйлеп қалған болар деймін да, ары қарай кете беремін. Ренжімеймін. Не деген жүрек. Жаным. Шыны керек. Енді айтқысы келіп тұрған шығар айта берсін, енді ауыз өзіне көк айта берсін. Енді кем дегенде бір адамды білеміз, яғни өзінің сынын тіпті елге де айтып жатқан. Ал мысалға өздеріңіздің орталарыңызда жүрген кезде көп естіп жүрсіз бе, яғни дауыс жоқ, әйтеуір осы хайптың арқасында деген сияқты. Арамызда қалсын бәрі әні басқамыз қада. 77 нұсқада жаздырып алыңыз, айтсаңыз соны. Уже 3 нұсқасы арамызда қалсын бәрі. Уже жазып қойдық. Мәке, сонысымен қызық болып отыр ғой, жазып қойдық. Сіз хейтке сынбайсыз, сіз хейттан энергия алады екенсіз. 7-8-10-ға дейін жетіп хейт сізді шабыттандырады екен, ойбай. Арамызда қалмайды бәрі деп. Енді жаңа күшті не қойып не айтайын деп отыр едім. Арамызда қалсын бәрі әні ешқандай хайп болмай тұрғанда шыққан. Жоқ, бұның айтып жатқаны араңыздағы мен сияқты енді өнерде жүрген, мен дегенді кішігірім өнердемін ғой, Мәке. Сен сол жаңа жүрген дәу барым ба әйтеуір. Салмақ жағынан емес қой әйтеуір десең. Жоқ, жүрек. Мәке, жаңағы сол әншілер болсын, өзіңіздің жаным Оля деп жүріп сыртынан мә дауыста жоқ, неғып жүр, мынау деген сияқты нәрселерді естіп қалған кездеріңіз болған ба, болмаған ба деп жатыр. Егер де біреу сын айтып жатса, ол адамның айтуға қақысы бар. Жоқ, қақысы бар болсын, жоқ болсын, маған бәрібір. Маған шоқи дейсіз ғой. Маған дұрыс. Шоқилық құтқарады өмірде.
ондай кезінде әсіресе ұлы мереке айтқандай шоқи манга шоқи сол сәтте ол бір нәрсеге жетпей жүр ау деген ойда боламын. Бір нәрсе өзінің бір жолы болмай тұр, оған және бәле іздеп жатыр. Кішкене бір ол деген мені талқылап жатса, сені талқылап жатса, значит ол өзі туралы айтатын нәрсе болмай тұр да. Сондай болып тұр. Ал сіз ешкімді талқыламайсыз жатыр, өзін жаңа ән жаза алмай жатыр, танымал бола алмай жатыр, немесе бұрынғымен боксовать деп тұрып қалды деген сияқты. Өзің бұрын бала кезінде армандаған нәрсесіне жете алмай жатыр ма? Адам өзімен әлек болып, өзінің жұмыс басы болып көп шауып жүрсе, өсек айтатында уақыты болмайды, біреуді талқылайтында уақыты болмайды. Мысалы кішкене уақыты болып қалса бала шағасына қарауға тырысады, уақыты болып қалса дәм тамақ пісіруге тырысады, немесе уақыты болып жатса рахаттан дым ойламай музыка тыңдап жатқысы келеді. Ал егер мысал келтірейінші, Мереке сіз туралы сөйтіп айтып жүр екен, иә? Яғни, сол хайптың арқасында ғой жеткен жетістігінің барлығы, немесе жаңағы қайбір жеткен дауысы бар дейсің? Естідіңіз, иә? Естідіңіз, сіз оның бетіне барып шаппайсыз, сізге ол керек емес, өзімнің шаруам толып жатыр дейсіз ғой. Бірақ бір ортада міне тойда кездесіп қалдыңыздар. Келесі жолы мен сол адамнан өзім биік санап тұрамын. Бетінен сүйіп, ой Мереке қалың қалай дейсіз бе? Или амандаспай өтесіз бе? Суық амандасам. Амандаса бересіз. Бірақ ол мен талқылағаса, мен ол адамнан точно биікпін деп есептеймін. Адамдар өзінен төмен адам менсінбейді, талқыламайды. Дұрыс айтасыз. Достар, лайфхак. Егер сізді біреу өсектеп, жаңағыдай жамандап, немесе сондай бір айтып жүрсе, демек сіз одан биіксіз. Смело жүре бер. Сен адамға қызық болмасаң, сен өмірің, өнерің қызық болмаса, жасап жатқан жобаң қызық болмаса, ол сен менсінбейді, ол саған уақытын кетіргісі келмейді, аузын талдырғысы келмейді. Ал сен қызықсың, бәрі талқылап жатыр. Болды, уақытын кетіріп жатыр ол әдемі өмірінің. Әдемі сұрақ қойсын, ал Ақерке, қаяқтан әкелесің? Қашқадария жақтан ба? Әкел сұрақты. Олай болса, ән шашу бағдарламамыз. Бүгін бізде бірдеңе ауданының, бірдеңе ауылының тұрғыны Марат мырзаның туған күні. Марат мырза, туған күнің құтты болсын. Құтты болсын туған күнің, Марат мырза. Туған күнің, Марат мырза, құтты болсын. Мөлдір ханым, неге сіз квенге шықпағансыз, мынандай өнеріңізді жасырып? Сіз Мерекені орап әкететін едіңіз ол кезде. Ол кезде мен болсам Арсенге шығып кететін О кезінде точно айтатын еді. Не істейсің оны? Емізесің ба деп. Араларың 25 жас па деп. Ол енді арамызда қалсының көкесі сондай болатын еді. Көкесі де атасы бүкіл үрімпітағысы көзе бол. Мәке жаңа арамызда қалсын демекші, жас бала демекші. Қасыңыздағы ән айтып жүрген, очкиін тастамайтын, оны не көзінде бәрі дұрыс ба әйтеуір? Очкиін тастамайды ол деген. Ол бір көз жоқ қой. Ренжіме десең. Кім? Неге ол жігіт? Неге бір атақты бір аты шыққан жандармен дуэт жазбасқа? Неге ол жігітпен бастадыңыз? Или екі туып бір қағаныңыз ба? Әлде бір басы кетіп жүрген біреу ма? Или озған бір түбінде тием дейтін біреу ма десең? Айтамыз десең. Бүгін біз сол мәселені айтамыз. Шағын жарнамадан кейін бізбен бірге болыңыздар. Сөйтсе ән шашу бағдарламасы. Біз неқта айтып аттық. Бәрі құлшынып күтіп отқан кезде эфирде ән шашу. Бүгінгі бізде қонақта Большевик ауылының Шымкент облысы Жетісай ауылының тұрғыны. Кетем деп кет қалсай сен. Кетем шақу, кетем деп ше. Ана балаға кейінде что-то не алмайды, что-то точно араларында бір нәрсе жоқ па? Амантай Абен. Екінші рет арамызда қалсын бәрі әнінің идея авторы. Мә, шапалақ ұрып қойыңдар. Ол жігіттің аты атақты болмаса да түрі атақты. Иә. Дауысы атақты. Менің қасына Жұлдыз деген көмекшім бар. Мама, оны бағдарлама, оны отырайын. Басына менсінбеген ғой. Лайф жоқ па не, живая музыка жоқ па не, анау жоқ па не, мынау жоқ па. Не бар ғой, айтқан нәрсе болып кетеді. Негізі болашақтан мынау деген бар. Болады берсі. Анау позитив сыйлайтын, жаным әумін деп қояды. Былай ғой, осындай нәрсе жетпейді бізге. Дұрыс. Отырып көз ағайын салып отқан нәрсе. Бізде андай
қайғыңда бірге болатын адам қуанышында бірге бола алмайды екен. Таба алмай қаласың. Осындай нәрсе бар да. Қайғылы бір нәрсе көрсеткенде қаралым деген. Жаным, күнім деп өліп жатады. Біз сенімен біргеміз, бірдеңе деп жатады да. Ал бір жетістігін көрсеткенде тіпті қасында жүрген достарының өзі көрмегендей. Ана біз бүйтіп өтіп кетеміз ғой, Инстаграм, сол сияқты. Көрмегендей лайк басам қалған кезде естімеген сияқты адам болып тұратын кездер болады. Ауыр ғой оларға, ауыр. Сіздің өсіп жатқаныңыз, жетістіктеріңіз түсініп жатсыз ба? Өзіңіз айтқандай ғой, биіксіз. Сіз сөзден қашпаңыз. Амантайды айтыңыз енді. Амантай қажыны жеткізейік біраз жерге. Кеттік. Мен Амантай ата деймін. Иә, бұрында Амантай қажы ата бар деді ғой. Жоқ, Амантай деген ат бір түрлі бұрынғы ат қой. Әнші шу деген сияқты. Жоқ, бірақ жоқ, құрметті көрермен, бұл жерде де біздің субъективті мнениямыз. Ертең Амантайлар сізге хейт жазып жүрмесін, масқара? Амантай десе сен де. Ақыры бір отырғызып қойып әнші шығып Амантай шақырайықшы. Екеу күшті жараса ма? Так, сонымен сұрақ не болды? Амантайды айтып отырып қойды. Қашып жатсыз, қуып жете алмай отырмыз артыңыздан. Амантай енді. Біз әріптеспіз. Бір күні Амантай маған хабарласады, сіздің студияңыз бос тұр. Сізге келіп жұмыс істесем бола ма? Бірақ арасында сізге бір ән тауып беріп тұрам, запистеріңізді жазып тұрам деп ұсыныс жасайды. Сөйтіп, мен студия бос тұр ғой, болса да жақсы, келіп отыра бер деймін. Жұмыс дейді, бірінші ай өтеді, екінші ай өтеді, үшінші ай өтеді. Сосын өзім кішкене ыңғайсыздау сезіне ма, бірақ осы кісіге ән тауып бермедім ау, басында берген уәдем бар еді деп, осы әнді жібереді маған. Оған дейін енді тойға арналған анау әндерін жазып жүрдім. Эх, жаным гүлайна. Деп жүрдім ғой. Ой, сіз мыңғырған шығардыңыз ғой, шүкір. Сөйтіп жүрген адамым ғой. Болса болады, болмаса кез келген нәрсеге қазір сабырмен қараймын. Амантай сен маған ән тауып беремін дедің, қайда деп жұлқыласаң, шығармашылық адамды ешқашан дедіктетуге болмайды. Иығын ұстауы жұлқылауға болмайды. Оған тыныштық керек. Иә, өзіңді білесің ғой, үйінде өнер адамың бар ғой. Бап керек. Сөйтіп жүре бердім сабырмен. Бір күні сізге мынау әнді орындағаныңызды қалаймын, бұл хит болады деді маған. Сосын басына тыңдап көремін, түсінбеймін. Одан тағы бір 2 апта өтіп кетеді. Мен түсінбей жүресіз сөздің ашығы. Шынымен музыкант емеспін. Атпайды дейсіз. Иә. Сосын қалай мына қақ деген не ол деген сияқты. Сосын ол әнді Рахымжан Рамазан деген мықты ақынға жіберемін. Айтпақшысы, кстати, сол әннен кейін Рахымжанда заказ көйіп кетті. Қазір хит болып жатқан әндердің бәрі Рамазандікі. Иә, күшті ақын жігітімізге шапалақ ұрып қойыңыздар. Амантай, абен осы әнді айтыңыз дейді. Сөз келеді. Сосын именно бәрі деген сөз соңы бәрі болса екен деп ойлаймын да қоямын, бірақ осы сөзімен заказ бермеппін мына жігітке. Осы соңы бәрі болып аяқталсыншы деп айтпаппын. Сосын маған ән жүргеннен Рахымжан, мен саған соңы бәрі болсын деп айттым ба десем, айтқан жоқсыз дейді. Соны мимен ойлағам, айтып тұрмын ғой, ойлағам. Коннект, визуализация запрос болып кетіп жатыр, иә. Келіп жатыр, нормально. Сөйтіп ән келеді. Бұл жерде ән де жақсы, сөзі де тұнған интрига. Күшті. Иә. Сезімдерім ай сені көріп жалындай. Ой, қане. Деген сөз. Қайталай бір кез жүрегімді тыңдаймын. Мен оның куплетін білмеймін, бірақ айта берсін білдірмейді. Сонда да айтпақшы біз әр келген қонақтан қонаққа деп сұрайтынымыз бар. Сол сізден бір қонаққа деп біледі, мына бір кетсең, иә. Мера деп қойсаң. Мера деп жаңа өлең шығарасын. Жоқ, оны ертең Мәкең айтады ғой, үлкен бағдарлама болған кезінде айтып береді. Сол кезде или қазір құлағына айтып берсеңші, 1-2 қатарын. Айт десең айтып беремін, бәрін айтып беремін жаным. Сөйтіп анау әнге айтуға студияға кірем. Сосын оған дейін Амантай айтып жүрген болатын, менің сізбен бір дуэт айту арманым деп осы сөзді 2 рет айтқан болар, бір көп болса, бір жұмыста көріп қалған кезде, кезіп қалған кезде. Сосын сөйтіп жүрдік. Сіз жаңағыдай ақкөңілділігіңіз бар. Ақкөңіл. Бір проект қылып, команда жиналып, былай жасасақ, былай болады, былай жасасақ тез. Есеппен емес. Дым жоқ. Мен жалпы маркетинг жасайтын адам емеспін. Біз мысалға бұл дүниелердің барлығын енді түсінеміз ғой, ол салада жүргеннен кейін бір өте грамотно жасалған маркетинговый ход сияқты болып көрінді да, яғни жоспармен жасалған сияқты болып көрінді расымен де. Халықтың ойы ғой, ойланыш сонда. Ойлаш дейсің ғой. Ойлаш. Иә, сөйтіп жаңағы айтып тұрмын ғой, осы сұхбаттарда айтып жүрдім, ортада мынандай шыны тұрады ғой.
арамызда қалсын бәрі, айтып жатамын. Екеуміздің өз-өзіме сөйлесіп отқан сияқты, монолог сияқты болып кетті. Арамызда қалсын бәрі. Тұрам. Сосын мен кімге айтып отырмын? Жүректе махаббат жоқ, өшкенский. Айзата кеткенский дейсіз ғой. Жоқ. Сөйтіп, Амантай деп терезенің артынан көрінбейді да. Сен менімен дуэт айтқың келіп жүреді ғой. Дейді. Сен менімен дуэт айтқың келіп жүреді ғой. Микрофонды қосады қайттан. Не дейсіз дейді. Сен менімен микрофон, сіз деп сіз сөйлесеміз. Микрофон дуэт айтқыңыз келіп жүреді ғой десем. Я дейді, көз бақырайған көз тасырайып кетті. Айтайық дедім. Болды. Бақ дейсің тағы да. Бақ. Анан ішіндегі екінші Амантай ұшқан жар потолокқа. Ал енді осы уақытқа Амантайдың 35-40-қа жуық әні бар өзінің жеке. О, бастан әнші болам деп жүрген бала Қайрат Нұртаспен дуэт айтады. Аргониямен дуэт айтады. 5 жұлдыз, кавер шоу бәріне. Құдай сізді күттірген екен ғой. Ал енді қара. Иә? Алланың планы ғой. Иә, сөйтсе ана жұлдыз деген көмекші айтады ғой. Біреудің соры біреуге бақ болып қонды дейді. Біреудің соры біреуге бақ деген шынымен де. Онаны ютубтың несін тақырыбын сөйтіп қоямыз ба? Біреудің соры біреуге бақ. Жұлдыз болады деп басына. Сөйтсе, не болды десе, енді сіздердің ажырасқандарыңыз Тұрсынбек ағаның соры Амантайдың бағы болды ғой дейді ғой. Енді келесі жоспар қандай сізде? Алға қойған жоспарларыңыз қандай? Сен немене Ақерке екеуміздің рөлімізді алып алғансың бүгін? Жоқ, мен просто андай. Сен мен негізі бұндай емес ұстамасам, үндемей не істеймін енді? Мен мұнда не істеп отырмын десе. Жоқ, Рауана шынымен андай пародия жасап отқан жоқ па бәріне? Қазір уже Камила болды. Мен болшал давай. Өмірдің берген ағымымен берген уақытымен кете беремін. Мен білмеймін менде қазір қандай жоспар бар екен. Сізде бәрі спонтанно болып тұр ғой сонда, иә? Кинода солай, ән айтуда солай. Бір күн бүйтіп салып қоясың жаңа ютубқа, келесі күн опа дейсің. Мынандай просмотр кеткен ба? Үшінші күні заказ кетеді, сіздің ана әніңіз хит болып жатыр, сіз заказға шақырайық деп. Кеше Шымкенттен бір түнде хабарласып отыр. Маған дәл қазір айту керек, сізге дәл қазір айту керек. Не болды? Сіз менің анау әнші болады. Бірақ менің тойымда мөлдір Мұқана болды деген атақ керек болып тұр дейді ғой. Ана тау онда сіз жаңа визажистпен жүретін дейсіз ғой ма? Иә, әмин. Жан сол визажистпен бүкіл командамен жүрген уақытта саған бриллиант алып беремін. Соған сондай состояние жеткен уақытта. Визажистіңіз мен ақ бола салайыншы десе. Осы қыздың аузынан шығып еді деп. Сол. Сонда мен сондай дәрежеге дейін жетіп қалдым ба деп өзім таңғаламын. Пық деп әрең гонорарды айта алмай отырсың ғой әлі өз-өзіңе. Мен сондайға дейін жетіп қалғанын өзің білмейсің, бірақ жұрт солай бағалап тұр. Бір мысалда біреулердің бір видеосы миллион просмотр жинап кетсе бүйтіп қалатындар бар ғой, ауырып. Сізде ондай жоқ па? Жоқ. Көкірекке нам пісіп, адам менсінбей үйтетін болсаңыз маған істейтін едіңіз ғой, бірақ. Мен өзгермеймін. Айтып тұрмын ғой, Мереке кеше хабарласып, қандай бағдарламаға бара жатырмын. Не айтылады? Негізі өз-өзіме болды, беретін сұхбатымды 3 сағат бердім, ешқай сұхбатқа бармайын деген. Одан кейін де хабарласқандар біраз болды. Ренжімеңіздер, сенімдеріңізге рахмет, бірақ мен бара алмаймын деп отырдым. Сіздің дәл осындай күйіңізде қалғаныңызды мен білдім ғой. Рахмет, үлкен өзгерген жоқпын. Кәдімгідей жаңағындай Рауан айтқандай жақсы гонорар ұсынғандары болды. Соңына апарайық, айтатын нәрсеңіз айтып. Сіз көп нәрсе айтпай қалдым деп айттыңыз деді сол сұхбатта. Соның бәрін ашылайықшы, соңына жоқ дедім. Отбасың болды, қалған нәрсе ішімізде қалады. Балаларымыз өсіп келе жатыр, болмайды дедім. Дұрыс. Балапандар өсіп келе жатыр. Кешіріңіз. Сол Мереке хабарласқан уақытта мен жоқ дей алмадым, сөйтіп орталарыңызда отырған. Көп рахмет. Біз қуаныштымыз, иә. Шапалақ. Балалар өсіп келе жатыр дедіңіз ғой енді. Тіпті жаңағы Димаш Құдайбергеновтің өзі бір сұхбатында айтқан ғой, енді қазір мен өте танымалмын, бірақ күндердің бір күнінде бұл дүние бітеуі мүмкін, және мен оған дайынмын деген сияқты, иә. Сіздің ішіңізде сондай қорқыныш жоқ па? Яғни қазір мені мөлдір болып жарып шықтыңыз. Бұл жыл расымен де сіздің жылыңыз болды. Кім қандай әлеуметтік желіні ашсаң да, яғни мөлдір бүкіл жерде жарқ ете қалып, бұл қайттан сөніп қалады деп қорықпайсыз ба? Және егер сондайға келетін болсаңыз, қорқыныш жоқ па? Яғни қалай болады екен ертең? Мен бұндайға үйреніп қалдым ғой деген сияқты. Бұл дүние ғой, өмірдің өзі өтпелі, дүниенің өзі уақытша. Мен бұдан да үлкен сынақтар өткізген адаммын ғой. Ол бұрын қалай өмір сүрдім ғой, солай өмір сүремін. Мен бұл жаңағы не шегі деп айтпаймын. Осы бітсе мен де бітемін деген сөз емес. Негізі
енді сыйлы кәдімгідей үлкен ағаларымыз көп қой өнер жолындағы. Және ұзын құлақтардан естігеніміз бойынша екінші отбасы бар деген сияқты. Білесіз ғой сіз ол туралы, иә, жалпы? Сұхбатты бір қарап шық, сосын жауабын аласың. Мен дәл қазір осы тақырып керек емес нәрсе. Сендер әдемі позитивті неге бұлғап атсыңдар? Нормально. Негатив, это вам надо? Это вырежем, ничего страшного. Жоқ, айта беріңдер, тура осы жерде де қалдырсаңдар болады. Просто андайда жаман нәрсе айтқан сайын жаман нәрсе саған жақындай береді. Мен сұхбатты айтқам, осы тақырыпта не айтасыз деді. Давайте бұл жерде екі адам туралы ғана сұрақ әңгіме болып жатыр. Екі таза, адал, пәк, махаббатпен қосылған. Бірақ өмірдің осындай берген бұйырған нәрсесімен ажырасу болды. Енді осы семьяны бұлғаған, негативін шашқан, бүкіл көз жасымызға қалған адам туралы айтып, оның несін көтермей қояқ. Мына атмосфераны неге құртамыз деген оймен нүктесін қойған болатынмын. Дұрыс. Енді қараңыз, дәл қазір осы Камила, дәл осы тақырып қазір көрермендер заезжный сықысын шығарып жүр мына жерде. Енді мынандай нәрседен жарайды. Камила көрмеген ғой сұхбатты, иә, көрген. Енді мынандай нәрсе ғой. Жобаға шақырардан бұрын келетін қонақты бір зерттеп алу керек. Зерттедік, басқа жағынан зерттеп кетіппіз. Сұхбат 3 сағатта шеше. Бірақ біз көрдік. Шаршап кетті. Бізде просто Мөлдір ханым, бізде Қазақстанда журналистиканың дамымай жатқан себебі осы да. Мен енді ойбай сұмдық бір журналист емеспін, мамандығым жоқ, бірақ өте білікті маманның үйреткен осы да. Бізде андай Ресейдікіне немесе ақштікіне назар аударыңыздаршы, қонақты шақырып алады да, бізде тек қана ыңғайсыз сұрақ қоймасам екен, сол кісіні риза қылып шығарып салсам екен. Жоқ, сұхбат дегеннің мағынасы ол басқаша дүние. Яғни Ксения Собчактың сұхбаттарын қараңыздаршы, қандай мысалға, иә, ол жерде адамның ішін ақтарып шығару, халыққа азық беру деген сияқты, иә, яғни ешқайда жауап бермеген сұрақтарына жауабын тартып алу деген дүние бар да. А бізде ыңғайсызданамыз, яғни бізде жаңа қазақылықта артық айтып қоямыз, бүйтпесем екен, бүйтпесем екен деп. Негізі бірақ егер бізде шоу-бизнес дамыса екен, осындай жаңағы сұхбаттар, подкасттар, біз жаңа айтып жатырмыз ғой, біздің подкасттар көп қаралым жиналмайды деген сияқты, иә. Неге? Өйткені біз сылап сипап, сен жақсысың, сен күштісің, сен әдемісің. Бір ғана сұрақты қайталап қоя береді. Сөйтіп шығарып саламыз. Сіздің де ашуыңызға тиіп отқан мен түсініп отырмын. Яғни бір сұрақты қайта-қайта айтқың да келмейді бір жағынан. Ол да бар. Енді екінші жағы мынау Мәке. Жоқ, Камила, сендер әр нәрсені ашу қабылдайды екенсіңдер. Мен айтқаным, сендер бұл жердің жобаның жүргізушісіңдер. Мен қонақ болып келіп жатырмын. Сұрақ қоймастан бұрын бұл жауап қоғамға бұрын айтылды ма? Айтылса, мен бұл сұрақты қайталамайын, анау жаса қойған журналистің нәрсесін мен қайталамайын деу керексің. Жаңа журналистика сын келтіріп айтып жатсың, өзің ойыңды айтып жатсың ғой. Бұл да сенің жағыңдағы кемшілік. Сен басқа журналистің қойған сұрағын қайталап жатсың. Иә, дұрыс айтасыз, бірақ мен журналист емеспін. Негізі журналист емеспін. Дұрыс, замечанияңыз өте дұрыс болды. Бірақ ол сұрақтың артында басқа бір сұрақ бар еді. Яғни бұл жерде қазір солардың атын ата, немесе жаңағы түсіністеу емес. Яғни, я білем десеңіз, одан кейін мысалға өзіңіздің әйелдік позицияңызды білгім келген еді. Яғни, дұрыс па, дұрыс емес пе деген сияқты, шыдау керек пе, жоқ әлде басынан білгеннен морт кесу керек пе деген сияқты. Бірақ иә, соны жаңа айттым. Нәрсе болды. Бәлкім бүйту керек бі, сөйту керек бі дегенмен де, ол өмір өтіп кетті менде. Ол кездегі 28 жастағы уақытым қайтадан келмейді. Мен қазір 42-демін. Мен 14 жыл бұрынғы уақытты қайтадан келтіре алмаймын. Енді осы жерден мына сұрақ келіп тұрды маған қазір көкейіме бүйтіп шығайыншы Мереке шығаршы деп тұрды мына жерімде ше тура. Егерде неше жасыңызда тұрмысқа шықтыңыз? 20 кезінде үрімдей үлпілдеп тұрған Мөлдірге үріп ауызға салғандай. Үріп ауызға салғандай. Ойбай, сұлу болғасыз ғой, қас сұлу болғасыз. Нағыз ақшақардың өзі. Жеп қойғысы келетіндей ше. Сол Мөлдірге тура сол уақытқа қайтадан қайтуға мүмкіндік берілсе, осы адамға екінші рет тұрмысқа шығатын бедіңіз? Сол адамға қайтадан шығатын бедіңіз? Өткен іске өкінбе дейді қазақ. Онда қайтадан басқа сұрақ. Айта алмаймын. Айтып тұрмын ғой, мен ол кісінің арқасында 5 баланы дүниеге әкелдім. Мен қазір артық сөйлеймін деп не дейді? Артық сөйлеп тұр. Мәке, ешқандай артық сөйлей алмайсың. Не үшін айтайын ба? Себебі сіз оны әлі жақсы көресіз. Жоқ, жақсы көргенде емес.
мен қазір былай ғой, мен бәрібір сендердің жастарым үлкен, мен әр нәрсені ақылмен анық сөйлеп немен бастаймын ма? Қателесуге хақыңыз жоқ болып тұр ғой қазір, иә. Мен Анық сөйлеп, анық бас па қалай еді? Ақырын жүріп, анық бас. Анық қазақтан демейін. Білмейсің ба, айтпаса десе. Мені дұрыстайтын жан жарым отыр осы жерде. Ақырын жүріп, анық бас деген. Қазақта сөз бар, анық, қалай? Ақырын жүріп, анық бас. Ақырын жүріп, анық бас дейді, я. Сіз ақырын жүріп атқан жоқсыз, бірақ анық бас. Шауып баратырмын ба? Шауып! Дүгідік кәдімдей. Қатты кетіп атсыз. Қатты кетіп атсыз, мәке деген дәл сізге анау. Соны ой жеріндеш, қатты кетіп атсыз, мәке дейді. Соны өзім парақшама оқым, қатты кетіп атсыз, мәке, қатты кетіп. Ее не остановить. Ее не остановить деген нәрсе бар. Соны қойып қойыңдар. Салға болады. Енді өмірге екінші рет келсеңіз, қайтадан сол адам таңдайтын ба едіңіз? Таңдайтын еді. Мен айтып тұрмын ғой, жоқ, мен айтпаймын. Мен бұл жерде жақсы көріп тұрсың, жақсы көріп тұрмын отқан емесін. Менің 5 балам бар сол кісіден. Мен қазір Алла тағала, эй, ты недовольна, да, деп, америкалық киноларға, йоу, команд, деп, киноларды көрсетеді, сол сияқты. Эй, сен осы адамнан 5 бала тудың ғой сен, ты чё, деп. Ол да себепші болды ғой. Кедергі болып қалмасын деп, мен ештеңе айтпаймын. Мен өміріме ризамын, өткеніме шүкір, болашағымнан күтерім көп. Енді обратный сұрақ. Уақыт өтеді, кез келген нәрсеге емші уақыт. Сіз өз өміріңізді сүресіз, ол өз өмірін сүреді, балашаға өсіп жатыр. Бір күні келіп, тізерлеп, кешірім сұрап, қайтадан келіп, қайтадан қосылайықшы десе. Бұрын мен тықылдап сөйлей беретінмін осының бәріне. Жауап беріп, сондай болатын. Жоқ, деп па? Сөйтетінмін. Ол менің бір қателігім. Әркім өзінің қателігін мойындау керек. Адамның аузы дуалы дейді ғой, сөйлегенде де жаңағы мақалға қайтып келгім келіп тұр, сосын ойланып сөйлеу керек екен. Бүйтермедің десе, бұйырғанмен деймін. Өткен жол сүйтермедің, өткені өтті. Осылай ғана сөйлеймін мен қазір. Болды. Дұрыс. Мен қазір, ол менің алдыма келсе, мен бүйтем, немесе ол келмейді, мен сөйтем, мен кек сақтаймын, мен дәлелдеймін. Бірақ күшті жарасады екен жаңағы ше. Жаңа қандай? Сөйтем деген ше бар. Реп оқып кетем осқыра. Арамыз ақасым бәрі. Сондықтан бізге лайф керек екен де достар мына жерде ше. Барабанмен. Любой сөзді аңғып жүретін ше. Хотя бар, қақон ұрып отырса. Иә, сол ғой. Мәке, сіз бүгін басқа жағыңыздан ашылдыңыз бізге. Мен сізді одан қатты сыйлайтын болып шештім. Рахмет үлкен. Мен ойлайтынмын, негізі көп ажырасқан әйелдер кому-то что-то хочет доказать болады ғой. Мен ойлайтынмын. Енді адам, любой адам ойлайды ғой, жаман ойламай жақсы жоқ дей ма? Мен де ойлайтынмын, блин, Мәке, қателесіп қалмаса екен, шалыс басып қалмаса екен деп, анау сіз ары бері жүрген кезіңізде мен кейде ойымдап қалам да, мысалы астындағы сөздерді оқып ойымдап қалам, мен негізі ше, ол сіз жүрсеңіз қуанамыз ғой, конечно, астында не бір андай жақсы сөздерге қарағанда хейт көп болып атқан кезінде мен неге деп қалам да, осы кезінде тағы бір сұрақ туып кеткен несі, егіз туды десең. Жаңағы хейтқа қалай шыдайсыз? Сіздің иммунитетіңіз оған қалай төтеп беріп жатыр? Мысалы, кино шығарсаңыз, киноңызға да неше түрлісі кетіп жатыр. Ән айтсаңыз, әніңізге де не істейсіз жалпы? Жартысы қолдап атса, жартысы жаңағыдай жамандап, аузына келген құсып атады да, сол кезінде сіз оған қалай реакция білдіресіз? Жаңағыдай, мысалы, бопты ол құрбыларыңызға, ладно, қыстырмайсыз. Себеп сіз олардан биіксіз. Ал енді халық айтады, кейде мынандай да сөз бар, халық айтса қалып айтпайды дейтін сияқты. И олар бір емес, бірнешеу болып кетіп атады. Ойыңыз айтыңызшы, осы жерде ашық, бүкпей, андай жақсы болып көрінуге де, сіз ондай тырыспайды екенсіз, байқадым. Жақсы болып көрінуге, ойбай, күшті болып қалуым керек, әдемі жауап беремін. Ондай жоқ екен, как она есть екен. Как она есть, айтыңызшы. Ал. Мақтап әкең қалай кетті? Мақтап әкем. Дәрет, боқтамай қойын. Жаңа айтып өттің ғой енді, дәлелдеу үшін, көрсету үшін деп, енді осыған дейін айтып кеткен болатын, Тұрсынбекке бұрын айтқан болатын. Тұрсеке, біз енді отбасылық жағдайға байланысты екеумізге ақырында уже айқын көрініп келе жатыр ғой арамыздағы жағдай. Екеуміз екі жаққа кететін болсақ та, сен биіктен көрінуің керек. Сен тек Қазақстанға емес, кем дегенде тмд елдеріне танымал болуың керек. Сен тек қана әзіл әлеммен тоқтап қалмай, одан әрі ТВ шоулар, үлкен сұранысқа ие болатындай
кино да үлкен бір патология емес қой негізі. Біз солай көре береміз, по идее. Кәдімгі кезекті жоба. Қазір кино туралы тағы оралып кетемін. Екінің бірі түсіп жатыр дейсіз ғой, түсіріп. 2 апталық жұмыс. Жасадың, болды, таптың табатыңды. Минусқа да кетпейсің. Ол кәдімгі барып концерт қойған сияқты ғой, барып келеді кезекті. Өз-өзін ақтайды. Сіз үшін кезекті жоба сияқты, мысалға біз кино түсірмегендер үшін ол кәдімгідей ойбай маған солай көрінді, маған қатты қиын болып көрінген жоқ. Елдің айтып жатқанын айтып. Мысалы, менің қазір анау әңгімені аяқтап алайыншы, сөйтіп айтам да, үлкен мемлекеттік жобаларда, ол әбден лайықты ол кісі. елдің келбеті болатындай жүрсең, я буду со стороны смотреть и радоваться. Потому что өйткені ол менің жауым емес, ол кегім емес. Кім қателеспей жатыр бұл өмірде? Значит, бұл Тұрсынбектің басына келген қателік. Ол өзі қалай қабылдайтынын білмеймін. Бүкіл халық сөйтіп ойлап отырмыз ғой енді. Мен де ішіне сол халықпен біргемін. Бұл енді кезекті қателігі болып кетті. Бірақ сол дер кезінде қателікті түзеу жібереміз деп мен тырыстым, бірақ мен қолымнан келмеді. Бір тараптан қолымнан келмейді. Екі жақтан бірдей қол ұстасып бірге жеңеміз десең, болу керек. Иә. Жалғыздың шаңы шықпас деген осы екен. Жалғыздың шырылдап орта жолда қалып қояды екенсің. Енді мен басына сондай өтті десің, иә. Сонда мен айтқаным бар. Сен тоқтап қалма, жарқыра кете бер. Себебі біз басынан бастап 14 квадрат метр, шаршы метр жатақханада 6 жыл тұрып, осындай жетістікке жеткен адамбыз. Бұл да біздің әз әлем болсын, кіта өздерің ойнаған ТВ шоулар, өнерлі отбасы деген нәрсе жүргізіп жұп-жұпмен. Енді қазір мақтанғандай болам, үйде отырып, шайдың басына отырып шығарған менен шыққан идея оның барлығы. Продюсерлік деген нәрсе мен айтып отырмын ғой. Баста менің табиғатыма беріп қойған нәрсе сияқты, оқымасам да. Біреуді дамыту, біреуді шығару. Сосын мысалы өнерге қатысты емес, бір кәсіпкерлер көріп қалған ба, сізге фишка мынандай жасау керек деп айтып кете саламын, маған ол қиын емес. Мықтылық. Сондықтан да мен қазір әз әлем құлдырасын, анауысы болмасын деп айта алмаймын, себебі барлығы ол жүректен шыққан нәрсе. Сол жарысу, ондай нәрсе менде жоқ. Барлығы бұйырған нәрсесімен, жаңа Камиланың сұрағына енді кино түсірдік. Мен киномда осы жолы атып кетпесе де, кино әлемінде жүрген киношниктардың барлығы түсініп қарайды. Әркім өзінің міндетін атқара алды ма? Мен продюсерлік жағынан жасай алдым ба? Режиссер өз тарапын жасай алды ма? Сценарист жасай алды ма? Режиссер ол сценарийді қабылдаған уақытта дұрыс шешім қабылдады ма деген нәрсені барлығын түсініп отыр. Астана қаласында кино түсіру деген қаншалықты қиын екенін түсініп отыр. Локация 30-ға жуық. Кішкене камераны ұшырсаң, анау тұрғанды ұшырсаң, полиция жетіп келеді. Все, уберите деп. Анда барып разрешение сұрайсың, мұнда бір Қазмедиаға кіріп шығу деген не екенін білесің ғой. Прикинь, бүкіл командамен Қазмедианың ішінде жүрміз. Оның барлығына құжаттармен. Барлық құруар тұнып тұрған еңбек. Барлығына хабарласып, бірдеңе мырза, осындай істейсіз ба? Бар продюсердің жұмысы ғой енді. Соң еңбекпен жасап келдік. Қандай жағдай болғанда да кинода жұмыс жасап көрген адам оның барлығын түсінеді. Бұл мен үшін үлкен тәжірибе болды. Және де бір күн отырдым, мөлдір, мен саған рахмет айтқым келеді дедім. Өзіме бүйтіп қарап рахмет айттым. Камила тұрса айтады, сізге солай болып көрінер, бізге ол деген үлкен грандиозный дүние деп. Бір жыл болды бізде әлі. Иә. Бастаймыз дейміз да, арыген қорқып жүрсе дұрыс. Иә. Бастаған нәрсемен тез жасап тастаған ұнататын адамын. Және де бұл жоба тез жасалып кеткен себебі, жаңа басында өтіп жатқан депрессияны мен байқамай өтіп кетуім керек деген мақсатта болған сияқты. Өте. Бұл жоба мен елдің алдында бір нәрсе дәлелдеуім үшін емес, мен сол депрессиядан аман есен құламай сынбай зыр етіп өтіп кетсем, ары қарай полет. Иә. Сонда сізде андай ой болған жоқ. Жұрттың бәрі түсіріп жатыр ғой, мен де түсіре салайыншы емес, өзіңіздің бөлек мақсатыңыз болды кино түсірудегі. Барлығы бар жан-жақтан, иә. Өзімді көргім келді, сынап көргім келді. Істеуге болатын жұмыс екен. Бұрыннан армандағас па, армандамағас па? Мен кино түсіремін деп армандамақ түгіл ойламағам. Қорқас. Мүмкін емес сияқты көрінеді, потому что. Это не мое деп, жоқ, олай да емес. Маған қатты бұл тақырып қызық болған жоқ. Ал қазір қызығушылық пайда болғаннан кейін ғана түсіріп тұрмын. Тіпті бар ғой, кейбір киноларға барып көресің, шашуын шашасың, қуанасың жетістігіне. Сосын кеп менен сұрайды ғой, қанша миллиард жинайды деп ойлайсыз дейді ғой біреудің. Мен даже ол түсінікті болмапты менде. Ақша табам деген ойда болмаған.
жоқ, басқа біреулердің киноларын талқылағанда. жоқ, өзіңізде де деймін да, кино шығарған кезінде мен ақша табуым керек, қалай да дейтін мақсат. Мен өзімді сынап көргім келді. Тек қана. Иә, тәжірибе жинап көргім келді. Енді ойбай, жұрттар ше кішігірім нәрседен тәжірибе жасайтын еді. Бұл кісі кәдімгідей по крупному. Өте жақсы. Бірақ бірінші кино үшін жаңа өз-өзіме рахмет айтып жатырмын ғой, өте жақсы нәрсе жасадың мөлдір дедім. Дұрыс. жоқ иә кешіріңіз айтып болдыңыз ба? Иә, және де андай нәрсе бар да, ешкімнің көңіліне тигім келмейді, мен тек өз басым үшін ғана жауап берем. Сол жерде мен еліміздің дамығандығын, әдемі ғимараттарда жұмыс істеп жатқан, балаларымыз жақсы мектепте, жып-жылы мектепте қарындар тоқ оқып жатыр, жақсы офистарда, прям американский стильде кинолар ұнайды маған. Біз американ киносын көреміз да, ох, как они живут, офистар қандай шикарный. Немесе түріктердің киносын көреміз да, шаштарын гель жағып алып бүйтіп постоянно костюм лакированный туфлимен жүреді деп ойлаймыз. Красавчик болып. Қазақтың қыздары түрік көрсе сынап атады бүйтіп. Өйткені біз кинодан бай түрік көріп қойдық. Хал ахуалы мықты. Бай түрік әдемі. Бір жылдары қанша қазақ қыздар түріктерге шығып кетті, тоқалы болып, бірдеңе болып. Білмейді, ана жақта қанша елі бар екен. Болды ғой. Енді корейский сериалдар көреміз. Тағы да красавчик жігіттер, сұп-сұлу жіптіктей қыздар. Біздің жастар кәрістер келіп кетті. Шаштарын алаулап, бояп, жаңа далбылдаған тура кәрістердің стилінде киініп кетті. Кино ол біздің келбетіміз. Мәдениет. Сол сияқты барынша әдемілікті көрсетуге тырысыңыз. Барынша қолымнан келген сол енді. Әдемі астанамызды, әдемі киім өте әдемі. Ол жағынан өте әдемі. Әдемі қойшы. Сюжеті бар, барлығын көрсете алдық. Енді дұрыс барлық бағытына байланысты, бірақ енді анадан кішкене көтерілейікші деген ой ғой. Кинода ауылды көрсете бермей дейсіз ғой. Көрсетсін енді әркім өзінің қолынан келгенше ғой, бірақ өсейікші шамалы деген ой. Келесі жолы кинода асықпайсыз. Сценарийді, негізі мен ойлаймын, кез келген кинода сценарий алып шығады. Сол сценарийді дұрыстайтын болсақ, онда әдемілік те басқа да күшті көрінеді деп ойлаймын. Енді бұл кинода да көп жер жазып отыр ғой, сценарий слабый, сценарий. Я келісемін, тағы да қосып жүруге болатын, кішкене асықпай, тағы ақылдасқанда. Сіз жаңағыдай ғой, асығасыз. Шықтым. Ақылдасып шықтым сол КВНштермен. Бәрі. Мен көрдім өз көзіммен. Минимум 7 миллион бер деді. А менде ол кезде ондай ақша болған жоқ. А сол кезде жолап кетсең ақша. Көмектескем. Оңбаған. Жарайды деп кете бердім ары қарай. Кәдімгідей біздің үйде жүрген, қонған жігіттер ғой. Ал жігіттер мен сендер көмекке шығып тұрмын деген уақытта кезінде енді театрда ашып бердік, Астанаға көшуіне әсер еттік деген сияқты болды. Біздің жұмыстағы бір офисті қолына алып қойып өздері жұмыстарын істеп, өз киноларын, өз сценарийін жазып отқан жігіттер болды. Қазір сол прям сондай жақта сіз хабарластым, мен түзету көмектесіңдерші деп андай дегенде командамен отыруға 7 миллион теңге төлеңіз деді. Менде сол моментте 7 миллион болған жоқ, сөзін шыны керек. Жарайды дедім да, жарайды, өздерің біліңдерші. Кейін деді, менен де сұрап келетін уақыттарың болар деді. Бірақ сіз бересіз ғой. Бірақ сіз сұрағанын бересіз ғой, сізде онда. Бермейтін болдыңыз да? Болды. Мен кино менің ағым мен қарамды ажыратып берді. Кімнің кім екенін білдіңіз ба? Мен де жаңа айтып отырмын ғой, амандасам, суық амандасуым мүмкін, бірақ бұрынғы ара қатынас болмайды. Прости, меру болды. Осындаймын. Ұлымен де, қызымен де. Біз кіріп кетпейік енді оған? Жоқ, сондаймын. Маған қарап айтқанға қорқып кеттім ғой. Визажистің мен нең қайда деп айтатын сияқты болып көрініп кеттіңіз ғой. Енді келеді. Бұл жылда да бұл прям ондай слабыда емес, по идее. Достық айтылады, махаббат айтылады, сатқындық айтылады. Жаңағы жылтыраған медийный лицолармен қарапайым адамның жаңағы есеппен дос болатындығы дүниелері айтылып жатыр. Міндетті емес, еңіреп жылап, андай Мәке, алғысы келетін адам алды, дұрыс па? Әрине. Кім не алғысы келді, соны алды. Рауананың аузында бір сөз тұр, шығайын деп ше, дәу еріндердің арасына. Сұрағыма жауабымды алып қойдың жаңа. Қайсы? Мен хотела задать вопрос мынандай. Киноға 100% көңіліңіз толады ма деген бірінші сұрақта. Ағыркеден жығып атқан сұрақтар ғой енді жаңа. Сен өзіңнен көрмейді екенсің, иә? Жауып жүріп. Екіншісі Камила ханымнан жығып атқан сұрақ, андай сұрақ. Типа, қазір мынандай бір кісілерде, енді бір кісілер емес, нақты атын айтпай қойық, қазір киноны кәдімгідей сынап тастады ше, өте қатты сынап тастады.
Кімді? Звукачтың жұмысын ше, типа если кинода егерде мынандай нәрсе бар екен, егерде телефон бүйтіп столға қойылса, онда тыңқ деген дауыс шығу керек. Ол жоқ кинода дейді. Киноның киімдері сапалы емес, то есть бұрынғы ескі 80-х иә одеялдық қой. Ойбай, мынау киноны кәдімгі зерттеген ғой айналайын. Сондайдың киносын көріп отқандаймыз. Кім айтты? Сосын кейін тағы да сценарийлар. Жоқ, комментарий емес, нақты айтсай. Нақты Қайрат Әділгерейдің жары айтты. Енді ол кісі тоже енді Қайрат Әділгерей қанша жылдан бері кино саласында жүр. Енді ол кісі де кәдімгі сондай халықтың көз қарасымен де, кәдімгі былай да кәсіби көз қараспен де қарап айтып отыр да. Осындай жұмыстар дұрыс емес. Маған шынымен де ол кино ұнаған жоқ. Қазіргі егерде сіз негізі осы шай башым көреді өте сондай бір қиын кезеңге түсті ше негізі. Бүкіл кинолар шықты ғой осы айларда. Жаңағы миллион, байгайс, сында сіздің киноңыз ше, жақында. Или номерін берейін ба, Мәкеңнің WhatsAppта сөйлесесің ба? Жоқ, дәл осы жерде мен Рауанға кері сұрақ қойғым келіп тұр. Сен сол нәрсені осы жұрттың жаңағы өзің айтып тұрған адамның айтқанын өзің көзіңмен көрдің ғой, енді бәрін айтып отырсың. Сенің сырттан халық ретінде көргенде ойың қандай болды? Мен ешнәрсе болған жоқ, просто бере алмаймын. Жоқ, мен жауап бер. Жоқ, сен халықсың ғой? Мен халық емеспін ғой? Кімсің? Мен жарайды халықпын. Хорошо, сен ойың сырттан қарап отқанда ойың қандай болды? Сырты бізді жылтыраған, ойбай, семейдің достар, осында кезінде мынау бүйтіп еді, мынау сөйтіп еді, мынау сөйтіп еді, енді қараш бүйтіп отқан. Немесе, ой, молодец, күшті айтты, кезінде мынау бүйтпеген ғой, сөйтпеген ғой, мынаның ойы дұрыс. Айтсай? Айта берейін мына төре. Айта бер. Мөлдір ханым, просто ше алдыңғы подкасттан кейін мен ана қатты қап қалғам ғой. Одан кейін қорқам, қазір ләм деп сөйлеуге қорқам. Мем деп сөйлеуге қорқам десең. Короче, мынандай да. Менің көзқарасым енді ол кісінің енді өзінде ондай қомақты проект болмағаннан кейін ол кісіге сынау 4 сторис жазу оңайырақ әлдеқайда. Енді неге ол кісі өйтіп істеді? Өйткені возможно олардың да скоро бір нәрсесі шығатын шығар. Может, на этим решила не істеуге да, хайп жасауға мүмкін сондай ой да болған шығар, я не знаю. Бірақ енді менің көзқарасым бойынша возможно біріншіден көре алмағандықтан, ал екіншіден екеулеріңіздің араларыңызда баяғыда бір кикілжің болған, соны как-то естіп шығарып отыр деп ойлаймын. Но бірақ ол кісі сәл биіктігімен оның нәрсені айтпауға да болады, өйткені көрмеген адамдар сол кісінің айтқаннан кейін олар даже бармай қалуы да мүмкін да. Бармай да қалды негізі. Сөзіне еріп. Енді өзінің мақсатына жеткен болар, я поздравляю. Болды. Жаңа басында айтып кеттік осы туралы. Значит, адамның өзінің ішінде бір проблема тұр. Бір ойлаған мақсатын жете алмай тұр. Мен осы саланың, өзімнің саламның хас маманымын, мен неге көтере алмай тұрмын деген ой болуы мүмкін. Кішкене аянышты. Аяйсың. Өзі туралы айтатын нәрсе болмаған кезде адам өзге туралы айтады. Және өзгені жаман минустарын айтады. Чтобы елдің назарын аудару үшін. Егер де ол тек қана жақсы нәрсе айтып отырса, адамдар арға кете береді. Біз адам қайғырғанда, жаман нәрсе айтқанда, талқылағанда, өсектегенде құлағымыз елең ете қалады. Яғни сол айтып отқан адамның, тек бір ғана адам айтып отқан жоқ, мен туралы айтқан адамның өзінің жолы болмай жүр. Аянышты. Мне просто жалко ее. Жоқ, мысалы емес, ол просто қанша жылдан бері Мөлдір ханымды таниды да, қандай адам екенін біледі. Жоқ, жаңа сен айттың, мүмкін арасында кикілжің болған, тыңда. Кикілжің болған де, жаңа оның тағы да интересный да бір видеосы жүрді. Кезінде мені сахнаға шығармай қойған. Вот именно шығардық қой. Да. Вот именно шығардық. Енді 3 рет шықты сахнаға. Әз әлеміне. Мен ол жерге әз әлеміне әншілермен жұмыс істеген мен екенін бәрі біледі. Шоу бизнесте жүргендер. Сәкен аға, Мейрамбек аға, Бибігүл апай, Ескендір Хасанғалиев, иман досын. Сол кісіні мысалы айырып әуежайдан өзім водитель болып, өзім қарсы алып гүлімен күшті, есінде әйтеуір сырты сары күшті букет, Дарик апайға хабар гүлін беріп, қасына немерелер болды сол уақытта. Тұрсынбекке айтамын да, мен әдетте маған ол жерде кім қатысып жатыр, маған бәрібір болса, ол сөз айтпас едім. Тұрсынбек, сен биіксің. Сенің әз әлемің мынау жоғары тұрған деңгейден түспеу керек. Сенің концертіңе тек танымал адамдар қатысу керек дедім. Бұл жердегі ол өте дұрыс. Жақсы өзін күйеуін көтерген. Әрине. Иә. Ол жерде мен ешқандай көре алмаушылық көріп тұрған жоқпын. Халық та солай қабылдады. Тек атты дүркіреп тұрған танымал әншілер ғана шығатынына.
Жоқ, енді ол кісі ренжімесін, әрине Бәкеңді көрген кезде менде сәлем түзу. Бірақ енді жаңағы ойыңызбен қосыламын. Мен Бәкеңге лично не қылып жоқпын, жұлдыз емес, сіз анау мынау деген сөз емес. Шынымен де ол кезінде Әзіл Әлем номер 1 болып тұр, дұрыс па? Ол жерге шығу екінің бірінің арманы әншілерден. Ал әншілермен сіз айналыссаңыз дұрыс жасадыңыз. Жаңа Ескендір Хасанғалиев, біз даже тұрып сол Әзіл Әлемнен кейін концертте тұрып сол кісінің әнін тыңдайтынбыз. Шынымен номер 1 жұлдыздар келсе несі айып, дұрыс па? Иә, ал енді екінші тарап мынандай жақ бар да, мүмкін бақыт ол кезінде Бәкең бір қатты әнші болғысы келіп, жұлдыз болуды армандаған шығар. Дұрыс. Сол сендер себепші болып, мен сахнаға шықсам деген ғой енді. Бірақ 3 рет шығарсаңыз, оның өзі адамгершілік. Дұрыс. Енді не істейміз енді, бағына орай ғой. Не істейміз, біз қолымыздан келген жасадық, шақырдық. Мүмкін ол кісінде әлі алда ғой. Кәдімгі көрермендердің естерінде болуы мүмкін. Бақыт өлең айтып тұрады новогодний концертте. Алдында бүйтіп қайрат билеп тұрады. Көз алдарың елестетіндір ме уже? Бақытты поддержить етіп, қолдап қалсам. Енді күйеуі ғой, оны күйеуі қолдамағанда кім қолдайды? Конфликт болды енді екеуіңіз. Соны айтыпты, нақты қандай себеп болған кейін ашылып айтыпты ғой, мен көрген жоқпын. Мені сахнаға шығармады деп. Иә, видеодан көрдім ғой, интересныйдан. Көрдім өз көзіммен. Бірақ атын атап түсін. Бірақ бір жаман жері жекеге кетіп қалған дұрыс болмады. Иә. Дұрыс болмады. Видео айтқан екен, мен айттым, айтпады ма? Егер де сен осы Бақытты сахнаға шығаратын болсаң, мен сенмен ажырасам деп айтқан екен. Ақыры ажырасты ғой депті. Дәл осыны айтты ма? Иә, айтты. Тауып қойып қойсаңдар болады деген не істесе. Сол кезде шығарайықшы осы Бақытты деп негізі бір жағынан аяп кеттім, жарайды. Шығарайықшы сахнаға. Егер де осы концерт шынымен де әсер етіп оны жұлдыз қылып жіберетін болса, деп идея тастағансыз. әп-әдемі түрі бар, дауысы бар. Красотка. Иә. Фигурасы бар. Жоқ, просто уақыты келмей жатыр, Мәке болды. Кез келген адам өз уақыты келеді. Бірақ мынандай жолмен, хайп жолмен біреуді жамандап атақты болмай қойды. Демек ол кісіде обида қалып кеткен ғой, түсінатсыз ба? Оған өзінікі дұрыс болып тұр. Мына жақта сіз басқа көрдіңіз, кез келген нәрсенің екі жағы бар екен ғой. Мысалы, мен сол Бақыт Тұрман айтып жатқан кезінде көре алмайтындай нәрсе көрген жоқпын да, негізі. Себебі ол кісінің өзінде күйеуі киноларға түсіп жатыр, түсіріп жатыр. Бақытты дейтін сияқты бір андай біреуді көре алмайтындай, күндейтіндей бақытсыз емес қой деп мен түсіндім. Түсіп жатыр. Түсіріп жатқан жоқ, түсіп жатыр. Иә, түсіп жатыр. Жалпы енді ешкімнен кем емес қой дедім да, көре алмайтындай емес қой деп мен ойлағам негізі. Бірақ енді демек ол кісіде обида болған. Енді жаңағыдай ғой, сіздікінде мына жақта сол Әзіл Әлемде шықпай-ақ та танымал болып отыр ғой. шығатын болсам өзімді шығаратын жоқ шығар. Шығатын болса шығады адам. Оған өзінің аты шықпаса, бағы жанбаса, әнші ретінде танылмаса, әнші ретінде оны ешкім заказ беріп шақырмай жатса, оған ол жұртқа ренжіп не істейді? Ол бір Тұрсынбекпен Мөлдірге ренжіп не істейді? Не керегі бар ол? Баланың тірлігі, иә? Негізі Мөлдір ханым, бірақ по факту айтыңыз. Осы сұраққа сіз до этого жауап бермей келдіңіз, дұрыс па? Или қазір өйткені мен ондай деңгейге түспеймін. Сторисқа салып өткен жоқсыз, иә? Жоқ, бір рет жауап болды. Ол жерде айттым, мен ондай деңгейге түспеймін дедім. Айтатындарын айтып бара беріңдер дедім, болды. Кәдімгідей жаңағы айтып отырмын ғой, Қайратпен Бақыт кепті деп арнайы соларға дастархан жасап, бір жерде айтып қалған ғой, бренд сыйлықтарын беріп, күшті қастарына қонақсын деп тағы бір қонақтар шақырып, сол сәттер есімде. Сол бір кішкене әйелдік эмоция ғой. Алматыға күнде келіп отырмыз, үй түгел құрсын, астында кафеге шақырмаған ғой шайға. Тұрсынбек все-таки енді жұмыс берген адам дедім, отбасын. Жоқ, біз әйел болғаннан кейін оны айтамыз. Айтамыз. Бұл күнделікті тірліктің иә, әрине, ол обидно болып кеткеннен кейін айтамыз. Отыратын кім? Әйел. Иә. Ай, ол сенің бастың ғой. Тем более жай ғана сотрудник, подчиненный емес, бастығы ғой. Шақырсақ, шақырайық та, бізді көтермелеп жатыр, біздің табыс тауып жатырмыз, сол жерін нан тауып жатырмыз, бала шағамыз асырап отырмыз, телеарнаға шығып жатырмыз деп реттейтін әйел ғой. Мысалы, талай өзім әйел ретінде Тұрсынбектің талай қолдаған адамдарын ойбай деп қарсы алып, талай шығарып. Өз көзіммен көргенмін. Бұл жерде тағы да бастықтарын ғана емес, жалпы араласып жүрген адамның арасындағы. Біз мысалы кіта ойнап жүрміз, кішкентай. Былай қарап тұрғанда боқтарыңызбен жасты қыз балдарымыз бізді кәдімгідей көтеріп тұрып, үйіне шақырып, біреу емеспіз, бірнешеуміз.
Тұрсынбек аға да Мөлдір ханым да екеуі аяқтарынан тік тұрып, өлтіріп тұрып күтіп жерген, өмірімізде жемеген, ішпеген нәрселерімізді ішіп жеп, мәз болып қайтқанбыз. Еще қайтып бара жатқан кезінде құр үйден қу шықпа деп, сыйлығымызға дейін бер жерген. Ол меніңше өте көрегенділік. Осы жерде тағы инсайт, жаңа мен лайфхагым инсайт қой. Екеуі синоним мен үшін. Инсайт алдым. Кең болсаң, кем болмайсың. Сен жаңағыдай, біз әйтеуір бір нәрсе беруіміз керек. Өзіміз фактпен сөйлеген жақсы көреміз ғой. Енді тағы да жаңағы айтып отқан адамымыз осыны пайдаланып қалайын, тағы подписчик жинап алайын десе, это уже қулық. Ят уже. Бізге жауап берсе ма? Бере берсін. Жоқ, бізге жауап берсе уже қате ма? Бере берсін. Мен өзім фактты айттым. Концертке шыққанын айттым, егер соған ренжіген ғой түбі. Мені концертке шығармады деп. Қанша жыл бұрынғы нәрсені енді шығатын адам шығады ол. Даже жайлауда жүрген қойшы балалардың өзі әнші болып кетті ғой. Әлеуметтік желімен. Алла бақ берем десе, әп-сәтте. Бермей тұрған, бермей тұрған бағың үшін бізге ренжіме, айналайын жаным. Бірақ сіз ол үшін дұғадасыз. Мен всегда адамдар жақсы көремін, барлығына жақсы болсын деймін. Әлем кең, маған не жалко. Ал сол жерде мен өзім қолымнан келген нәрсені Тұрсынбек деп айттым, шығарайықшы, ренжіп жүр ғой деп. Сол кезде сөйтіп шығарғанбыз. Шығардық енді, не істеймін? Жылтырақ көйлегімен келді, өлеңін айтты. Не істеймін енді? Не істей аламын дейсіз ғой басқа. Мен сіздер үшін тағы не істей аламын банкта. Болды, әңгімені бұрсам бола ма? Бұра бер. Жаңа кино туралы тағы айта кетейінші. Кино туралы жаңағы менің бірінші қадамым ғой. Мен өзім жаңа ризашылығымды білдіріп жатырмын. Кірісі бар, минусқа кеткен жоқпыз. Маған продюсер деген атты толыққанды сыйлады. Қанша адамдармен ақ пен қарамда ажыратып берді. Елдің махаббатын туғызды, шүкір, Мен кейде бүйтіп айтамын да, бәленбай жыл кинода жүрген адамдарды бірінші киносы атып, екінші киносы касса жинамай қалып жатады деген сияқты. Енді біздің атып дейді ғой. Касса жинап қалады, жинамай қалып жатады. Сондықтан да бұл да бақ. Сол моментке кино саласына берілген. Кез келген жерге маңдайым жарқырап кіріп келе алатындай дүние жасап жатқанымызды шүкіршілік етем. Бір сұрақ туындап тұр да, бірақ жауап бермеймін десеңіз, өзіңіздің еркіңіз. Сынасаңыз да болады. Негізі журналист болмағаннан кейін бәлкім дұрыс айтасыз, андай бір сұрақтан кейін екінші сұрақ өзі ағып жатады ғой. Бізде кішкене басқашалау. Біздің передачаның өзі сондай. Басынан бір шығамыз, сондай, басынан бір, ортасынан бір, соңынан бір шыға береміз. Мынандай сұрақ қазір көкейімде тұр да. Мысалға кезінде Аяз атаңызды көтердіңіз барынша, оған ешқандай күмәніміз жоқ қой енді, мысалға қонағын күттіңіз, керек жерде кеңесіңізді бердіңіз, жоғарға өрлеудің кәдімгідей бір септігі болдыңыз да, себепшісі. Және сау екен, шүкірді дей салатындар бар. Шүкірді, рас екен. Және сұхбат берердің алдында мынандай қорқыныш болған жоқ па, яғни қалай осылай биікке ол ер азаматты шығардым, дәл солай мен қазір бір сұхбатпен түсіріп жібермеймін ба, яғни отменаға ұшырап кетпей ма деген сияқты. Біздің елде әлі дамыған жоқ ондай қатты, бірақ кез келген сәтте ол басталып кетуі мүмкін ғой. Мысалға Ресейде отмена деген қазір мысалы Лариса Долинаны қаншама жылдар бойы өздерінің халық артистеріне толықтай отменаға кетіп жатыр да. Мысалға халықтың барлығы менің салоныма келмесін, менің рестораныма келмесін, оның концерттеріне бармайын, бойкот жариялап жатыр. Ол енді ақш-та басталды бұл қозғалыс, қазір Ресейге келді, біздің Қазақстанға да келетін сияқты меніңше жақында. Сондай бір бойкотқа ұшыратып жіберем деп қорыққан жоқсыз ба, жоқ әлде оның өзіндік бір танымалдылығына, күшіне сендіңіз бе? Сол үшін де сұхбатты қарап көруің керек еді деп тағы да айтамын. Мен Тұрсынбекті, мен мұны өзім айтып жатқан жоқпын, ондай мақсатында болған жоқ. Елдің бірінші саған риза болғанымыз Тұрсынбекке бір ауыз тіл тигізбедің деді. Жаңа айтып отқан, мен фактпен ғана сөйлеймін. Көргенімді айтамын, естігенімді айтпаймын. Ол жерде де айттым, 3 сағат 20 минутқа созылған сұхбатта бір адамның атын айтып, бір кісінің жамандамаған, мен болған дүниені, басына өткен отбасымызға келген сынақ туралы айттым. Фактпен неше жыл болған сөйлесіп айттым, осыны айттым. Бұл жерде бірақ жамандаған жоқсыз, оны қазір де мысалға жамандаған халық кетіп қалады ғой. Халықтың барлығы біліп отыр, негізі сұхбатты көрмесем де білемін, ешқашанда ешерде жамандамағаныңызды. Бірақ сол бәрібір сол факт бойынша 14 жыл дегенді естіген кезде әйел адамдар көтеріліп кетеді деп ойламадыңыз ба? Көтерілгеннен естиді олар.
мен аға шығарып жіберуі мүмкін ғой. туындыларына ол кісінің жоқ шықты негізі байкот дегендер болды иә Приста шықты бірақ бәрі нормально. ата әжелер бар дейсің ғой. қыздар Мәкең жақта қалды, ата бабалар кетті. Жоқ, бұл жаққа екіге бөлініңдер дегенде ой емес. Біз тек қана бұл сұхбаттан кейін отбасылардың ажырасуы азайса екен деген мақсат болды. Вот нақты мақсатты айтайын. Ажырасқаннан әйелді түбі жақсы болып қалмайды, еркекте соответственно жақсы болып қалмайды. Еркекте онда двойной, тройной проблема пайда болады бұл жерде. Шын айтайын. Еркектер ажырасқаннан жүрегі ауру болып қалады деші. Ауру болып, ми айналып, шашылып, быт болады. Сондықтан да ол еркектерге тек мақсатым осы болды. Егерде мен сол сұхбатынан кейін кем дегенде бір 30-40 семья аман қалып жатса, оның өзі мен үшін үлкен жетістік. Менің өзім таныстарым арасында сұхбаттан кейін мені жақсы араласатын адамдардың ер азаматтар үйлеріне қайтып келді. Кейбір балалар айтып жатты. Балалар оны біз 25-30-дағылар. Мен папам үйге келіп қайтадан деді. Жаным. Міне, мақсатына жеткен. Бір қатынмен қаласашы, өтініш Арсентай айналайын. Жоқ, шынымен де көріп отқан жандар ажырасудың түбі жақсы емес. Ол жерде ұрпақ көбейту анау ол өтірік сөз. Өтірік, нәпсі ғой. Нәпсі ғой, нәпсі, иә. Өз жеріне ақтап алғанда ұрпағымды көбейту керек анау. Сондай кезде шариғаттың тақуаты дейсің. Соны айтам ғой. Әшейінде егер шариғат деген ми ашу. Иә? Ми ашу. Сосын көп ер азаматтар өздерінің әйелдеріне деген сый-құрметі өзгерді. Дұрыс болған екен. Бағалады. Мәке, сіз жертва болып біраз нәрсені бірақ не істеп кеткен екенсіз ғой. Иә, бір нәтижесі болады. Бұл сұхбатта жай қалмайды әлі де. Мен сезем жақсы болды. Біздің талай қанша біз ғана емес, біздің қанша аналарымыз, әжелеріміз жылап кетті ғой. Қанша тұлғалардың әйелдері ананың жұбайы, мынаның жұбайы дегенмен де олардың өмірлері жылаумен өтіп кетті. Біздің уақытымызда да болып жатыр, бірақ бізден кейінгі мынандай сіңілдеріміз біз сияқты жыламаса екен деймін. Дұрыс айтасыз. Керемет. Мәке, қазір істеп жүрген дүниелеріңізден бірде-бір мақсат халыққа беру ма? Халықтан алу ма? Мен ашық айтқанда сол ғой. Болды, бұл нәрсені қызықпай қойыңыздаршы деп тұрмын, болды. Жоқ, бұл нәрсені айтып жатқан жоқпын. Өнеріңіз болсын, ән, кинодағы мақсаттарыңыз жалпы қазір істеп жатқан. Менің өнерімізде халық өмір сүріп жатқан, оған тіреп тұрған ештеңе жоқ. Халық үшін деп айтпай қойын. Мен өзімнің халық үшін емес, халыққа беру ма мақсат? Бір нәрсе болсын, әйтеуір пайдалы дүние беру ма, әлде халықтан алу ма деймін. Беріп жатқан сұхбаттарым, ақыл кеңестерім осындай сіңілдеріме әсер етіп жатса, мен қазір бір жерге барып қалсам, аренада өткен Саймон концерті болды. Өмірінде болмаған 14-15 қыздар жүгіріп келіп құшақтап сұхбаттан кейін фотоға түсіп жатыр. Мен өмірінде болмаған, бұрын тек апалар түсетін мен. Сен ана Тұрсынбектің әйелі емессің ба деп па? Біз Тұрсынбекті жақсы көреміз деп фото алып тұрған кезде. Мен де жақсы көремін деп олар көрсетіп қоясың қойшы. Осы күні менің аудиториям өзгерді. Жаным. Жеңіл бар ва деп, Мөлдір ханым деп, сондай. Сөйтіп жүріңізші Мөлдір ханым, андай яркая вообще для наших біздің поколениемізға сондай болып жүріңіз дегім келеді. Потому что мен бір жерінде білем, оказывается, сіз өзіңіздің қызыңыздың подругалар үйге келген кезде кәдімгідей подруга сияқты араласады екенсіз да. Тура солай мы от вас также требуем, ше, аудиторияңызға солай сөйлесіп деген сияқты деп жатқан ғой енді. Жақсы. Ждем деші, сен требу. Сен бір министрдің қатыны болды ғой бұл бір. Кофе дайын болды ма? Охранниктерім қайда? Массаж деп қойсай. Жеке визажист десе. Жеке визажист. Рахмет, шынымен де жастарды айтып жатқан сұхбаттарым, кеңестерімді осындай құлақ асып, менің айтқанды орындап жатсаңдар, мен ақылды керемет емеспін, бірақ өзімнің өмірімдегі тәжірибемнен айтқаным ғой, біздің қателігімізді қайталамаңдар. Біздің жақсы нәрселеріміз қайталаңдар деген сияқты. Осы жастардың аудиториясын қарата алсам өзіме жақсы әндер шығарғым келіп жүр сондай. Болды, шығарыңыз мотивационный, Америка қазір тек мотивационный. Ер азаматтарымыз тәрбиелей алмадық па, онда қыздарға кетеміз. Мөлдір ханым, кітап жазатын ойыңыз жоқ па? Мына өміріңізбен кітап жазсаңыз, оқитын адамдар көп сияқты. Шағын үзілісімізден кейін қайтадан ән шашуға оралсақ. Жоқ. Мен тілім ондай бай емес кітап жазатын. Болды. Мәке, жаңа айтасыз жастарға дұрыс ой қалыптастырып, ақыл айтсам мен жетістікке жеттім деген сөз. Енді сізде түбінде жаманмен аяқталды ғой, мысалы сізде ажырасып кеттіңіз.
сол удобная женщина болғаныңыздан ба сіз енді мысалы қыздар ажыраспау үшін, күйеуі измена жасамау үшін, немесе күйеуі басқа жаққа кетіп қалмау үшін не істеу керек? Сіз сол нәрсеге жауап таптыңыз ба осы өміріңізде? Сіз негізі қатты удобная женщина болғансыз. Удобная болдым. Тура солай мен де удобная женщина. Тура солай Камила да. Негізі тұрмыста әйелдердің көбісі удобная женщина. Қазір жастар ақылды негізі. Удобная болдық, сол біздің үлкен минусым. Менің жеке өзім үшін жауап беремін. Жаңа айтып өттім ғой, барлығын бүйтіп отыратын, қолына ештеңе тигізбейтін деген сияқты. Сондай болдым. Өзің де көрдің сахнаның артына қалай жүгіріп жүргенімді. Мен де сондаймын. Иә, сондай. Қатты удобный болуға болмайды екен, иә. Сол ма екен қателік? Иә. Тұр десе. Кет бар десе. Дымайындама десе. Жоқ, былай ғой. Мереке. Мен енді айтайын деп тұрмын. Мереке, сен точно удобныйсың ба деп. Соны айтам. Сен неше жасында күйеуге шықтың? Мен 27 жасымда. Ол уақыт үшін уже біршама жасқа келіп қалып тұрмысқа шықты деп есептеледі. Қазіргі уақытта ол нормально. Қалыпты жағдай. Сен бәрі ақыл есің кірді ол уақытта. Көрдің, білдің дейсің ғой. Түсіндің, әрсемен қарадың, мынандай түсініп алдың. Аға жеңгелерің бар. Мен неше жасында шықтым? 20 жасында шықтым. Әлі оң солды көріп үлгермеген. Сондай уақытында шықтым да. Әке шешемізді көрдік. Мамамыз деген ауылдың 3 жерде музыкадан сабақ берді, балабақшада. Сосын тағы бір 2 жерін точно айтайыншы, иә. Жұмысында істейді, үйге келеді, шаруасын істейді, қонағын қарсы алады. Экономист қой әкем, бас экономист. Ауданнан, қаладан, облыстан қонақтар келіп жатады. Ол кезде ауылда гостиница деген жоқ. Кім үйіне барады? Мемлекеттік қызметкер үйіне барады. Олардың анаң әкімі келді, біз қарсы алсамыз. Нені көрдіңіз, соны қайталадыңыз. Соны қайталадым. Енді менің балаларым, қыздарым мені қайталамасын деп осындай шешімге бардым. Себебі это для них нормально деген көзбен қарамасын, это нормально. Себебі менің әкем үйге қонбай жүрген деген ойда қалмасын деген. Мен қыз тәрбиелеп отырмын. Ол мен өмір бойы мен қалмауым керек. Себебі балаларым менің өмірімді қайталамау керек деп. Мәке, келгеніңізге үлкен рахмет жаным. Қуаныштымын. Сәттілік, осылай жайнап жадырап жүре беріңіз. Сіз андайсыз, көңіл күй сыйлайтын адамсыз. Бүгін басқа жағыңыздан танылдыңыз. Менің қазір сыйлауым, сізді құрметтеуім бұрынғыдан 10 есеге жақсарды. Адамды сөйлеспей, көрмей, білмей, танымайсың деген рас. Сырт көзге ол кім не көргісі келеді, көреді екен ғой. Келген қадамыңызға гүл бітсін, жүрген жеріңізді нұрландырып, жандырып жүретін адамсыз ғой. Енді осы тек қана қыздарда хит болсын сіздің себебіңізден дейін да. Енді сіздің осы халыққа, қыздарға айтарыңыз болса, соңғы қорытынды бәрін қыздар бір-бір сөзден айтып шығуға. Рускат. 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 Ой, ақын. Ақиық. Жайлап қолымды ұстап деп қойсай. Мыналар. Ертеңге отырайық та. Отырайық, өлең шығарып. Қыздар бастыңдар. Жастардың болашағы, біз жастарға сенеміз. Ән шашу бастасын. Мөлдір ханым, рахмет бүгінгі келгеніңізге. Уақытыңызды тауып. Күшті кеш болды. Рахмет сізге. Қуаныштымын. Иә, алдағы уақытта сізге әрқашан күшті сәтті жобалар тілеймін. Өстіп халықтың арасында өстіп жүре беріңіз. Ең бастысы визажистпен хейрстилистіңіз қасыңызда болсын. Олар сізге Мөлдір ханым сіздің қасыңызда тегін жүргенше өтініш деп жүрсе, мысалы, билетін шеше өзім алам деп қасыңызда жүрсе де, мысалы, қандай приятно да, мысалы. Иә, иншалла. Шүкір Аллаға, молодец. Жастар ғой, жастар. Рахмет. Танысқаныма өте қуаныштымын. Рахмет, бізге жаңағы жобамызға 3-ші шығарылым ғой, қазір. 3-ші шығарылым жоқ деп демей, жаңағы мерекенің сөзін екетпей, қонақ болып келгеніңізге көптен көп рахмет. Кейбір жерлерде бір ағаттық кетіп жатса, айып етпеңіз. Болашақта бәлкім бұл жоба бір үлкен жобаға айналар. Сол кезде жаңағы лайф бэндпен өзіңізді ән шашумен шақырарымыз берді. Қайтадан, оған дейін тағы да 10 хит ән шығарып алыңыз, Құдай қаласа. Не ән шығарсаңыз, соның бәрі хит болып кетіп жатыр ғой. Сондықтан ол да болады, ол күнде алыс емес. Рахмет, көңілімді қалдырмай, бір сөзіме жоқ демей, бірден жаңағыдай ғой, сіз сияқты хит болып жүрген адамдармен сөйлесу өте қиын негізі. Қанша жерден мықты мәке жәке болып араласып жүрген күннің өзінде сөйлеген кезде жаңа сіз айтқандай 7 миллион деп қалатындар бар. Сондықтан құрметті көрермен, бүгін бізде Мөлдір Мұхан болды.
қонақта өте жақсы сұхбат болды. Сіз білмейтін қырлары әлі өте көп. Кезекті туындыларыңызды күтеміз. Сіз мега звезда болуға әбден лайықтысыз. Номер 1. Қыздар, сіздерге де рахмет. Шынымен де қазақ қолдамағанда бізді басқа кім қолдайды, иә? Кез келген біреудің қуанышына қуана білген адамның басына қуаныш келеді, бақ қонады. Мен де ойлаймын, осы ниетіме, пейіліме сай осы дүниелердің барлығы келіп жатқан шығар. Мен шын мәнінде мінекей жай ғана дәлел мереке осындай жоба бастады Арсен екеуі. Жарайды, қуаныштымын, қолдайын. Артылып отқан ешкімде уақыт жоқ, сол уақытта бала шағамен отырайын деп айта салсам да түсініп қарайсың. Иә, әрине. Сондықтан да бұл жоба мега болып, ары қарай мега шоу болып, осы жобаға таласып, мен шақыршы дейтіндей болды. Ақша берем, келейінші дейтіндер ма? Сөйтсінші бір 10 миллиондап айтсын бірақ. Енді бізде қазір қыс басталды ғой, иә? Көктем, жазға қарай ма, күшті бір гала концерт сияқты, бірінші қонағымыз, екінші қонағым, сондай телеканалдар жарысып саған таласып, сондай болсын, иә? Үшінші қонағымыз дейтін сәтке жетейік. Ешкім былай жетіскеннен ас тасығаннан жасап жатқан жоқ. Барлығы өзінің қолынан келген нәрсесін не айтып отырайыншы? Еңбек. Бұл жоба тек қана қыздар атына сай, еркін әңгіме, еркін формат. Бір жерде эмоциямыз шыққап жатыр, бір жерде ашуға басылып кетіп жатырмыз, бір жерде әзілдеп жатырмыз. Өзі қыздар арасындағы осындай жеңіл, әдемі әңгіме біз өзімізді жеңіл қабылдаймыз. Ешкімге ренжімейміз. Жаңа қазір көрермендер қарап отқан кезде мөлдір мына жерге қатты жауап берді, немесе Камила мынандай өткір сұрақ қойып жүр деген сияқты қалай болар екен деп қарауларыңыз мүмкін. Біз шын мәнінде бұл еркін формат болғаннан кейін ойымызды еш бояусыз, боямасыз шынайы түрде жеткізіп отырдық. Сондықтан да жаңадан ашылған, енді ғана қадам басқан тек қана қыздар жобасына жетістік тілейміз. Қыздар, биіктеңіздер, биікке лайықсыздар. Сұлулығымызды, нәзіктігімізді жоғалтпай, ер азаматтарымызға еркелеп жүре берейік. Рахмет. Я достар, міндетті түрде каналымызға тіркеліп, комментарий, лайк басып кетіңіздер. Сіздермен бірге болған тек қана қыздар және де Мөлдір Мұханова. Рахмет.